Маған 500 мың теңгеңді берсең, саған квантовый скачок жасайын. Bir жылдың ішінде 95% баланың бәрі ақша тегетін болып кетті кәдімгідей. Бәрі темекі шегетін болып кетті. Айлығын көтермей жүрген себебім сені ойлап жүрмін. Біз жеңілдік деген нәрсені түсінген кезде қайта көтерілді да. Өте ақылды қыз менің әйелім. Кедей адам ол құндылық беру оған кайф емес. Ол жұмыс істесе тек ақша үшін жұмыс істейді. Он не заслуживает сандай байлықты да мысалы да. Бізге апа айтты, 100 ақшаң болғанша 100 досың болсын деп айтты, сол кезде адам бай болады деп айтты. Саясат әрдайым риск және мүмкіндік. Короче, богатый мышлениеға байланысты. Мынандай бір зат айтайыншы, қазір мысалы анандай кванттық ойлау, квантовый скачок деген бірдеңелерді адамдар көп айтады да. Бірақ физикада қарасақ, ол андай оңай дүние емес қой енді. Оның есебі де қиын, жаңағы кварктар бәрін білу керек. Сосын квант деген мысалы жаңағы сіздер мүмкін көрген шығарсыздар. Теория большого взрыва деген көргенсіздер ма? Сериал ма? Иә, сериал. Сол жерде код Шрёдингердің мысығы деген болады да. Ана коробканың ішіне у салып қояды, ашсаң у шашылады да. Коробканы ашқанша мысық состояниесі қандай, өлді ма, тірі ма десең, сен оны айта алмайсың да. Сен ашсаң, ол өледі. Значит, мынандай, оның мағынасы не? Біз бірдеңені бақылаған кезде, сол дүниенің мынау қазіргі жағдайы өзгеріп кетеді да. Біздің бақылауымыз әсер етіп кетеді. Квантовый суперпозиция деген бар. Мысалы, кішкентай енді бөлшектер ғой. Соған біз бақыламасақ, ол мынау кеңістіктің кез келген орында тұрады. Бақыласақ, сразу өзгеріп кетеді да. Бақылаған жерінен шығады. Бақылаған жерінен шығады. Яғни ол нені білдіреді? Жаңағы кішкентай бөлік барлық жерде дейді да, соны квантовый суперпозиция дейді. Вот сондай терең заттарда сондайдың дейтін бізде не істейді, жаңағы инфополеда жүрген, инстаграмда не істейді да, кішкентай бір бөлігін алып да, квантовый скачок деген дүние бар екен дейді да, адамдар резко секіреді дейді да, соны дейтін кәдімгі анандай ұятсыз дүние қылып, үстін шешіндіріп, анандай ел жұртқа дейтін андай маған 500 мың теңгеңді берсең, саған квантовый скачок жасаймын дейді да, жаман дүние жасап тастайды. Вот богатый мышлениеға мен солай қараймын да. Өте жақсы, андай фундаментальный дүниелер бар шығар, бірақ елдің бәрі дейтін, мынау бай мышление, мынау кедей мышление, сен бүйтсең бай боласың, бүйтсең, сондай дүниемен извращать етіп тастаған деп ойлаймын. Андай жаман қылып тастаған деп ойлаймын. Ал жалпы негізі, бірақ егер де былай қазатын болсақ, әрине адамдар ұстанымына қарай өзгереді, себебі өмірде, менің жеке пікірім ғой енді, өмірде адамдардың шешіміне тек қана ұстанымдар жауап береді деп ойлаймын, потому что біздің эволюциямыз сондай да, анандай. Сіз революцияға сенесіздер ме, кстати? Эволюция. Потому что мен былай ойлаймын, адамдар тірі қалу үшін бізге стереотиптер керек, стереотипсіз өмір сүре алмаймыз. Біз адамның миының жұмыс істеу принципі сондай, стереотиптермен ғана жұмыс жасаймыз да. Мысалы, бір кісіні көрем, мен осыған дейін миымның кейбір кезде көрген дүниелермен адамды байланыстырамын да, мына кісімен дос болуға болады. Мына кісіден аулақ жүру керек, қорқу керек, қалтасында пышақ болуы мүмкін да. Сол сияқты кез келген өмірдің ситуациясына қатысты біздің алдын ала жасалған ұстанымдарымыз бар. Сол ұстанымдарымыз шешімімізге әсер етеді, ал шешім біздің өміріміздің салтына ары қарай бай кедей болуымызға әсер етеді. Яғни біздің ұстанымдарымыз сол бай болуға алып келетін ұстанымдар болса, онда жетуге болады деп ойлаймын. Бірақ қазіргі инфополиядағы извращенный ұстанымдар емес та, анандай. Ақшаң болса шашуың керек, қалтаңда тұрса көбеймейді, бірдеңе немесе ақша тек қана еңбекпен келеді. Еңбек жасамау керек ақша келу үшін деген. Болмайтын андай өте жалпылауларды көп айтады ғой. Сол жалпылаулар кішкене қате деп ойлаймын. Вот. Мына жерде жақсы айттыңыз да, ұстанымдар байлыққа жетелейтін ұстанымдар, иә? Иә, сол байлыққа жетелейтін. Айта аласыз мысалы, мынау деп байлыққа, мысалы біз қазір түсініп тұрмыз ғой, әрекетіміз, сөзіміз бәрі ұстанымдардың жемісі. Сол үшін бізге қазір ұстанымдарымызды туралап алсақ болды ғой. Байлыққа жеткізетін ұстанымдар қайсы ол? Не ол? Вот соны білмеймін ғой. Оны білсек оңай болатын еді да. Таппай бермелі десең. Жоқ, оны білсек оңай болатын еді да. Елдің барлығы бай болып кететін еді ғой. Оны білсек та, типа былай өмір сүр дейсің. Деп сондай шығар. Бірақ менің жеке пікірім бойынша, жеке ұстанымдарыңыз, жеке өзімнің ұстанымдарымды айтайын. Мысалы, менде мынандай ұстаным бар. Жаңағы біздің командадағы ұстаным дедік қой. Не жасасақ та сапалы жасаймыз деген. Ол ұстаным жақсы ұстаным да. Себебі мен мысалы арзан зат жасамаймын. И менде андай жоқ та, типа мысалы көп бизнесмендерді, кәсіппен айналысатындарды ең жиі кездесетіндердің бірі шығар. Мен арзан жасасам көп сатам дейді да, сөйтіп операционға кіріп кетеді, қарызға кіріп кетеді, қадалып кетеді, маржасы келмейді, есебі келмейді да. Бізде ондай жоқ та, демек. Бізде мысалы мен сапалы жасаймын десем, маған бағасы арзан болуы міндетті емес.
маған өте мықты сапалы болса, сосын мен оны қымбат сата беремін да. Себебі мен сапасын білемін ғой. Кішкентай ғана ұстаным, кішкентай ғана принцип, бірақ бүкіл жұмысымызға әсер етеді. Сол сияқты, мысалы менде мынандай бар. Мен көп еңбек ету арқылы ақша таба аламын, бірақ ақша табуым үшін көп еңбек ету міндетті емес. Мен құндылық жасасам болды. Себебі әлемдегі кез келген ақша, вот экономикадағы ақша деген не десек экономикада, ол әлемде бар құндылықтардың эквиваленті ғой. Құндылық дегеніміз ол қызмет немесе тауар. Яғни мен ценность қой қазақ орысша. Ценность қой, мен жаңағындай былай мынандай бір сөз бар, utility деген сөз бар ағылшынша, оның мағынасы білмеймін мағынасы да, қазақша кішкене құндылық дегенге сай келеді. So utility. Яғни мен көп ақша табу үшін маған өзім қолыммен көп еңбек етіп, біреудің міндетті емес, қалай жасасам да бәрібір роботтың қолымен жасаймын ба, басқа жасаймын ба, бірақ просто елдің бәріне құнды бір затты көп жасасам, онда мен көп ақша табамын. Көмектесетін ұстаным да. Яғни сондай. Тағы бір ұстаным былай, ақша ол жаман емес деген. Мысалы, мен ақша үшін жасаймын дегенге ұялады ғой бәрі. Мен ұялмаймын, ақша үшін жасаймын. Сонда ол тікелей айтпауы мүмкін ғой, ақша жаман деп ше? Ол айтпайды ешкім. Бірақ жасырын жатады. Досым екеуміздің ортамызда ақша тұрып қалды ма? Ақшасын жасайсың ба осыны деген сондай дүниелерден келеді. Ақша қолдың кірі ғой. Сондай. Ақша күшті ғой. Ақша күшті ғой. Дәл осыған қатысты кеше екі қызмен әңгіме отырды. Ол айтады, бізге апа айтты, 100 ақшаң болғанша 100 досың болсын деп айтты. Сол кезде адам бай болады деп айтты. Мен әйелімізге айтамыз, 100 досың да болсын, 100 ақшаң да болсын деймін да, екеуі де болсын деймін да. Или мына болмасын, екеуі де болсын деймін да. Еще анда мұғалімнің сөзі кішкене бір-біріне қарама-қайшылық бар ғой. 100 ақшаң болғанша 100 досың болсын, сонда бай боласың дейді. Бай боласың деген сонда не? Қандай байлық? Қандай байлық? Значит, сенде ақшаң көп болу керек па, бірақ өзі айтып тұр ғой, ақшаң болмау керек деп тұр. Ерекенің маған қызығы, бағана айтып жатсыз ғой, мына ұстанымдар. Мысалы 7-ші сыныптағы, 8-ші сыныптағы, 9-ші сыныптағы Еркебұланның ұстанымдары ақшаға деген дәл осындай болды ма қазіргідей, әлде бір ұстанымның өзгеруінен кейін табыс та келе бастады, байлық та жақындады деген нәрсе бар ма? Жалпы бір өміріңізге бір шолу жасап. Кішкентай кезімде шыны керек елдің бәрі кездесетін ақшаның проблемасы менде болды. Мысалы, ең жиі кездесетін проблема ол ақша деген чувство вины деген болады ғой. Мен ақшаны көрсем өзімді кінәлі сезінемін деген. Сондай менде де болды. Себебі мен кішкентай кезімде 1-2 рет ақша ұрлағам. Ұрлағам дегенде қалай бүйтіп кетіп бара жатасың да, үстелдің үстінде 50 теңге жатады да, мысалы. 50 теңге жатады, сосын тұрасың деп қалтаңа салып аласың. Ешкім көріп тұрған жоқ қой. Ал ол мамаңдікі ма? Сосын сенің ойыңда болады да, осы арамызда сондайлар явно болды ғой. Себебі почти барлық адамда болады сондай. Немесе бүйтіп мамаң тұрады, пальтоның қалтасында дейтін бетрамал бар еді, алып беріп жіберші дейсің, салып қалсаң 10 теңге жатыр. Ешкім естімейтін қалдан. Бірақ негізгі мақсат сонда сол ақшаны бүйтіп көресің, жақсы көресің ғой бір шетінен да сол ақшаны. Себебі елдің бәрі ой ақшаны жақсы көрме деп айтса да бәрі жақсы көреді ғой. Просто мойындағысы келмейді. Жақсы көрсің бүйтіп қарайсың да, бірақ құтылу керек мынадан. Жақсы көріп тұрсың бірақ құтылу керек. Жаман нәрсе ғой өйткені. Потом көріп қойсаң улика ғой. Көріп қойса қиын да. Сосын ақшаны көрген сайын сол кішкентай кезде сондай кінә болады да, сондай. Құтылу керек деген тез жаратып тастау ғой. Құтылу керек деген ұстаным шығады да. Сондай ұстаным біраз уақытқа дейін болды менде. Ол ұстанымды сосын өзгерттік қой, ақшалы құтылу қажет емес екен. Шопоголиктік соның салдары деп ойлайсыз ба? Көбіне сондайлардан шығуы мүмкін ғой. Мысалы, ақшаны көреді да, құтылып жіберу керек. Немесе кішкене жинап жатады да. Мысалы, мен постоянно ақша жинайтын кішкентай кезімде, бірақ кішкене жинап жатқан кезде анандайлар болған да. Мынаны маған бер, мен магазинге барып болсын саған өзім әкеп беремін дейді да. Алады, бірақ алуды ұмытып кетеді да кейде. Сосын ойлайсың, ешкімге көрсетпей жұмсау керек екен. Кішкене жинала ма, ешкімге көрсетпей барып өзіме керегін өзім алып алуым керек екен. Болады ғой, сосын кейбіреулер болады ғой, ақшаны бүйтеді ғой, мен ақша жинай алмаймын дейді. Біреулер құтылып жібергісі келеді, біреулер бүйтеді ғой, мен ақша жинай алмаймын. Кішкене жиналса, кетіп қалады бірдеңеге шығады да. Бұл әдет қой сондай. Сен кішкентай кезден кішкене жинадың да, ешкімге көрсетпей бірдеңе алдың. Кішкене жинадың да, бірдеңе алып алдың да. Әдет қой сондай. Сондай болады. Сондай әдеттер шығады, ұстанымнан әдет шығады ғой енді. Сондай дүниелер менде де болды. Бірақ кішкентай кезімнен ақшаны көп жинайтынмын. Содан кейін ақшаға қатысты проблемам көп болған жоқ, бірақ бір рет проблемаға түскем. Университет кезінде мен өзімді қатты ақылды деп сезініп ставка қойғам.
ставка қойғам. Сонда ниет ақша табу ма, әлде өзінің ақылды екеніне сеніп соны растау ма өз-өзіне? Екеуі де бар ғой. Системаны алдап кетемін деген. Системаны алдаймын біріншіден, содан кейін қарайсың ғой, менің кумирларым кім? Сол Стив Джобс, сол бәрі системаны алдаған адамдар ғой. Мен сондаймын. Еще мен математик болғам. Олимпиадник, халықаралық олимпиадалардан медаль алғам да, мен өзімнің ойымда гениймін деп ойладым да. Назарбаевқа түсем университетке. Қараймыз, мен ағылшыным кішкене слабый, бірақ математика, физикадан, аналар КТЛ, бәрінен келген ғой. Аналарға қараймын да, аналардың шығаратын есептерін бүйтіп қараймын да. Мыналар слабый ғой деп ойлаймын да. Қарапайым көйді формуласы ғой деп. Олардың шығаратындары, мыналардың жай ғой, мыналар мықты мектептен келген адамға ұқсамайды деп ойлаймын да. Менің ойымша, мен осы жердегі өзім 500 адам оқысам, математикадан бір 10-қа кіремін деп ойладым, минимум. Содан ойладым, мен сияқты адамдар оны алдамаса басқа кім алдайды? Дедім да, системасын ойлап та бастадым. Мен алдайын деп сөйттім да қарызға кірдім. Где-то қазір есепте өткенде бір есептеймін ғой, 1 миллион теңге шамасында қарызға болған шығармын. Ол қай жылдар? 2015-16 жылдар. Ол кезде жақсы ақша ғой. Егер 1 миллион деген сумманы емес, состояние бойынша істегенде қазіргі Еркебұланға 100 миллион сияқты. Ол өте қиын ғой. Біз дейтін, менің есімде сол кезде біз балалармен, менің айналамдағы балалар да сөйтіп ставка қойдық қой. Содан кешке қарай шығатынбыз да. Енді проблема. Біреуден қарыз аласың, үстінен жабасың, анадан қарыз аласың, үстінен жабасың. Еще қарызың көбірек аласың ғой, қарызың көбейіп, оны цикл деп атайтынбыз, қарызың көбейе береді. Бір кезде мен есімде бір сцена есімде қалды, балалармен тұрамыз. Сосын бір бала орысша сөйлейтін да. Сол айтады, біреу жылап тұрады да, проблеманы шеше алмай. Біз тұрмыз думкада. Сосын ана жігіт айтады, досым, уайымдама, и на нашей улице будет праздник. Сондай дүниелерді айтатынбыз ғой, анандай ВКонтактеден цитаталар кәдімгі бізге. Өте ақылды жігіттер, бірақ математик жігіттер айтып отырсың. Бәріміз Назарбаев университеттенбіз ғой. Сондай. Бірақ шүкір, содан кейін бір 17 жыл ма білмеймін, мен мынандай шешім келдім. Жаңа бір жақсы кітаптар оқыдым. Бір кісі маған қарыз болған жатқан кезде кітапты айтты, «Самый богатый человек в Вавилоне». Орысша оқығам. Сол маған өміріме қатты көмектесті десе болады. Бірақ тағы бір көмектескені, мен бір күн жаттым да осы. Өмірім кетіп жатыр ғой енді. Назарбаев университеттен шықсам ба деп жүрмін өзім. Себебі проблема бар, сондай бар. Қарыз алған адамдар көп деп қойса. Иә, қарыз адамдар көп, университетте адам көп, содан шықсам ба деп жүрмін. Содан кейін бүйтіп жатырмын да. Бір күн емес шығар, мүмкін бір айлар бойы ойланған шығармын. Бір күні соның бір квинтэссенциясына келдім да, бүйтем. Мен 10 жылдан кейін қандай адам болғым келеді. Көрейінші мен қандай адам болғым келеді. 19 жасар. Ол кезде бір 20 адам ба, сондай адам ғой, 21-ден ба, бір 31 жасымда. Сол кезде 31 жас деген маған план шыққан, 31 жасымда миллионер деген. Сол кезде ойладым, менде минимум 1 миллион доллар бар деп ойладым. Ол бір үйім, акциям, бірдеңелерім қосқанда. Өте жақсы киінем, қымбат киінем. Яғни детальдарын еске түсіп ойлап жатырмын да. Менде қап-қара майбақ бар, водителім, жүргізушім бар. Артында отырамын, шығамын содан. Қымбат жерлерде кездесулерге барамын. Енді бизнесмендердің өмірі қымбат жерлерде кездесулерге барамын. Өзім кәсібім болады. Ешкімге қарыз емеспін деп. Ол кезде қарыз деген проблема ғой. Ешкімге қарыз емеспін, ешкімге қарыз алмаймын. Миллион теңге қарызбен осындай ойлар келіп отыр ма? Иә, сондай ойлап жатырмын ғой. Сондай болуым керек деп. Енді мен өзіңе сенім деген ешқашан жойылмайды ғой. Кез келген адам өзі надежда умирает последний деген сол ғой. Бірінші өзің өлесің, сосын үмітің өледі. Содан кейін сөйтіп жатырмын. Содан кейін бірақ бір күні мынандай ойға келдім. Сол ойымда жүрді, сосын былай ойлап едім. Так, менде қазір қарызым бар. Ол кезде 1 миллион емес, уже азайып келе жатыр. Қарызым бар. Жағдайым керемет емес. Үйдегілерге айтуға ұят. Үйдегілердің көзінше мен дейтін, мынау болатын бала, оқитын бала деген балам ғой. Сондай. Сосын былай ойлап жүрмін. Так, мен ондай ақшасы көп, машинасы бар, қазір мықты адам болмайтын шығармын. Но сол адамның әдеттерін қазірден бастап үйрене берсем болады деп ойладым да. Образ ғой. Иә, сол образға мен қазірден бастап рөлін ойнай берейін соны. Мысалы, ол адам ешкімнен қарыз алмайды. Енді все, мен де ешкімнен ешқашан қарыз алмаймын деген шешім. Содан кейін ешкімнен ешқашан қарыз алған емеспін. Бірде береді. Сосын ойладым, ол адамда ақша бар, $1 миллион бар, Ол кезде акция деген пока үйренбей тұрғам, ойладым. Значит, доллармен ақша жинай беруім керек екен деп. Ақша табамын ғой енді, мен репетитор боламын, олимпиадаға дайындаймын, бірдеңе істеймін, қарыз жауып жүрміз ғой. Қарызым болса да, жаңа кітапта айтылған ғой, қарызым болса да ақша жина деп. Доллармен жинай бердім 10%. Вот қазір тағы бір құпия айтсақ, сол
сол кезде жинауды бастаған ақшаны әлі күнге дейін жұмсаған жоқ. Әлі күнге дейін сол доллармен жиналып жатқан ақша әлі доллармен жиналып жатыр. Мынау жұмыс дейтін нәрсе ғой. Табысыңның 10%-ын долларға айналдырып сақтай бер, жинай бер деген. Менде жұмыс істеді. Менде Кітапта айтылған нәрсе ғой просто. Иә, кітапта айтылған нәрсе. Қатты сезбейсің шынымен де оны. Бірақ вот сол кезде бір жақсы жері оны бір күні жұмсаймын деп жинайсың ғой. Иә, бірақ ол күн болмайды. Вот шүкір болып жатқан жоқ, болмай ақ қойса екен деймін. Сол жиналып жатқан ақша менде доллармен, конечно, көбейіп жатыр әлі күнге. Но басында салынған ақшаны әлі жұмсаған жоқ. Сондай. Compound interest. Иә, compounding interest болып жатыр да. Содан кейін ойладым, ол жігіт, сол Еркебұлан ғой, ол жігіт, скорее всего, инвестициямен айналысады дедім. Ол кезде инвестиция деген жоқ қой ешкімде. Криптовалюта сондай шығып жатқан, дос баладан Нұрболат деген бала бар, содан үйреніп, ақырындап акция бастадым. Сөйтіп сол адамның әдеттерін уже жасай бастадым. Қазір қарап жатырмын. Бұйырса примерно жетіп қалған сияқтымыз соған. Потому что еще мен анандай еді да, менде бір кейде сынып қалатын кездер көп болады ғой, енді күнде провал, өмір деген сондай провалдан тұрады. Сынып қалатын кезде мен жаңағы кісіге отчет беретім, 30 жасар Еркебұланға. Өзімде енді көзім жұмып жатамын, сол отчет беремін. Так, мынаған жетіп қалдым. Мына жер болмай жатыр деймін да, ол айтады, бүйтіп жасашы дейді маған. Да деп қоямын да еще. Сөйтіп жасаймын. Болмай керек еді. Иә, сол менторым ғой, 31 жасар Еркебұлан деген менторым ғой. Содан менде шыққан 31 жасымда $1 миллион жинаймын деген. Сол планмен әлі келе жатырмын. Құдайға шүкір. Жақындап ертерек бітірейін деп жатырмын. Бұйырса $1 миллион енді бұйырса почти. Маған енді ереке қызығы бағанағы ставкаде, енді қазір бар шығар бізді көріп отқан ана ставка тігіп жүргендер, олар енді ақылдылықтан бағанадай математик болғаннан емес деп ойлаймын кейбіреулері. Әркімде әртүрлі ғой. Сізді не тоқтатты да? Мысалы ана жаққа ары қарай баспен кіріп кетпеуге не көмектесті? Қуып кетпеуге ары қарай. Мен достарым болды, кстати, қуып кетті. Мен соларды ақылды жігіттер ғой, математиканы жақсы білетін жігіттер. Иә, бәрі менімен бірге оқығандар ғой, сол физматтан оқығандар да бар. Сонымен арты немен аяқталды? Короче, бір күні мынандай болады. Мен ең анандай, мен өзім енді кішкене қарызым, $1 миллион деген круглый сумманы ма көргенде ма өзім ақырындап қоя бастадым. Есімді жинап болады ғой, анандай бір ес жинайтын кездер болады. Есім жинап қоя бастадым. Бірақ ойда жүрді да, бір күні қайтарып аламын деген. Бәрі сөйтіп кіретін сияқты. Иә, сол бір күні қайтарып аламын деген ойда жүреді ғой бәрінде. Содан кейін бір күні мен Европаға бардым, өмірімді қолға алып жатырмын, уже Европаға бардым, өзім ақша жинап. Студент кезде содан келдім. Содан кейін сол Европада жүргенде мен компьютерімді сұраған ғой бір дос бала. Сөйтіп ломбардқа салып жіберді. Мен келгенде бірақ қайтадан шығарып қойыпты да. Содан кейін сосын кейін естідім ғой оны. Сөйтіп бір күні экзаменға дайындалып жүрміз. Ана бала өзінің компьютерін ломбардқа салып жүрген, әлі досым ғой. Сол кезде досым болған, қазір уже қатты араласпаймыз. Сол бүйтіп мен сабақтан бүйтіп келе жатсам, лифттан шығып келе жатыр да, қолымда менің компьютерім. Айтамын, қайда кетіп бара жатсың? Мен компьютерімді алып десем, библиотекаға бара жатырмын, қазір экзаменға дайындалып алайын дейді. Давай дедім. Сосын бір кешке қарай енді өзім де дайындалуым керек қой, анаған звондаймын, компьютерім қайда десем, алмайды телефонды. Ел-жұрттан сұраймын. Біраз уақыттан кейін жазсам айтады, ломбардқа салып жібердім дейді. Содан кейін түсіндім да, вот адам деген өте керемет бала, керемет бала. Бірақ жаңағындай қалай адамды жындық қояды. Сен өзің бөлек адам болып кетесің да, көзің көрмейді. Сен жақыныңды анау мені алдауға, ана жігіт мені алдауға бір секунд ойланған жоқ қой. Мені көрем деп ойлаған жоқ та ол. Лифт ашылып қалды, мен на месте, мынау бір доли секундта ол себеп тауып жіберді да. Сондай себепті шығарып жіберетін дейді. Мені дейтін андай, сен жақының уже саған ешкім болмай қалады да. Соны көрдім да, мен есім шықты. Құдай сақтасын, қайтармай қойын сол ақшадан. Сол ақша кеткенмен кетсін деп ойладым. Негізі орта қатты байланысты ойлаймын. Мен мысалы 2008-де Казгуде оқыдым да. Жатақханада тұрдық. Өзім сияқты ауылдан келген, жан-жақтан келген тап-таза балалар келді да. Бірақ ол кезде 2-ші, 3-ші курстың балаларының бәрі букмекерге ақша салатын. Өйткені ол уақытта әлі заң шықпай тұрған уақытта Казгудың айналасын бәрінде букмекер тұратын. Олимп бірдеңе, жатақхананың қасында бәрінде беттердің бәрі тұратын ше. Сөйтіп анау 2-ші, 3-ші курстарға еліктейсің, өйткені бәрі бір неде секцияда тұрасың мысалы. Еще ешкім дейтін айтпайды ғой, ұтылып жатырмын деп. Бәрі айтады, міне чегім бар, ұттым. Бәрін әңгіме шығарып алды. Сөйтіп бір жылдың ішінде 95% баланың бәрі ақша тегетін болып кетті кәдімгідей. Бәрі темекі шегетін болып кетті. Енді мен білмеймін, енді тағы 3-4 ай тұрсам мен де іліп кетер ме едім, бірақ оған дейін мен уже басқа үйге шығып кеттім да. Біз де сөйттік қой, сол бір орта болып кірдік та. Мысалы бағана жігіт не болды қазір?
мысалы маған қызығы ол оның қазір екеулеріңіз бір жастастар ғой примерно. Иә, бір немен аяқталды өмірі? Аяқталған жоқ шығар, енді жалғасып отыр. Жалғасып отыр да. Қазір жақсы, оның ағасы жақсы. Ағасы бір артынан дейтін оның 3 жыл 4 жыл оны байлап жүрді. Байлап ешқайда шығармайды, ешқайда жасамайды. Өзінің кәсібі бар, сол кәсіпті жасатып. Қазір жақсы кәсібін домалатып уже байып жатыр. Бірақ ноутбук қайтарды ма? Қайтарған жоқ па? Ноутбукты жоқ, мен оның жанын қойған жоқпын. бір аптаның ішінде сол кезде шығарып берді ма. Мен ондай кезде анандай менің жеке мінезім бар. Егер де менің рұқсатымсыз біреу бірдеңемді, ол не болса да, мысалы мына кітабымды да менен рұқсат сұраса, маған керек мына ломбардқа салып жіберейінші десе, мысалы да, ол кезде ломбард деген мен үшін жаман емес. Немесе мынаны сатып жіберіп ақшасын алайыншы десе, деп бере салам. Бірақ мені алдап тұрып жасаса, мен жанын қоймаймын ешкімнің. Жанын қоймаймын. Орта деген жаңа әңгімені бастадық қой. Қазір мынандай бір жақсы жігіттерді танимын да. Былай жақсы табысы бар деген орталардың жігіттердің қатарында жүру үшін қарызданып қосылады да қатарына. Солар баратын жерде барғысы келеді, солар жүретін жерде жүргісі келеді. Сөйтіп бірінші ортаның имитациясын, успехның имитациясын жасап, ақшаны тартқысы келеді. Тартылмайды ғой. Осыған қатысты. Мен ондайларды танимын. Көп қой енді қазір арамызда инстаграмда блогерлар да көп ондай, инфобизнесменде жүргендер де көп қой. Обложкасы әдемі, бірақ ар жағында. Обложкасы әдемі, бірақ қарызға батып жүргендер көп қой. Мен қаржылық сауаттылықпен айналысатын болғандықтан 80-90% деп айта аламыз ба? Жоқ, ондай деп айта алмаймыз енді, бірақ баршылық біраз, баршылық. Өте әдемі обложкамен жүреді да, бірақ қарызға батып жүреді. Содан кейін енді қазір шығып жатыр ғой олар, тіпті түрмеге сотталып кетіп жатқандар да бар емес пе сондайлар. Менің ойымша енді ол неден келеді десек, Инстаграм деп айта алмайсың, Инстаграм тек инструмент қой, бірақ енді біз ел жұрт мақтанған жақсы көреді ғой, мақтанған жақсы көреді. Ал өткенде бір кісіден естіген, бір кісі Ислам деген жігіт бар, осы Қасқарда етіп жүреді. Сол мынандай бір жақсы видео салыпты да, кедейлердің ең жиі кездесетін қасиеті ол өзің табатын ақшадан көбірекке өмір сүру дейді да. Ал көбірекке өмір сүрудің әдетте себептері қандай болады? Жоқшылықтан ешкім көбірек өмір сүрмейді. Көбіне да. Көбіне мақтанғысы келеді да. Анау әкесіне машина алып беріп жатыр. Мен кредит алсам да әкеме машина алып берейін. Қай жерім кем? Мен жұрттың баласынан кем боласың ба деген сөзді естіп өскенбіз ғой бәріміз, Анадан қай жерім кем? Мынадан қай жерім кем? Мен қазір мына киімді киіп алсам елдің бәрі маған дейтін осы киімге қарайды да. Мен жақсы көріп қалады дейді да, қымбат бірдеңені сатып алады. Ондайлар көп қой. Немесе анандай жылдам ақшаның культі бар қазір, мақтаншақтықтың культі бар. Сондай әлемде өмір сүреміз ғой. Негізі жылдам ақша бұрыннан бар сияқты да, адам табиғаты ғой енді. Мысалы сізге де жазатын шығар көп, қалай тез байып кетсем болады, тез ақша табудың жолдары бар ма деп. Оларға не деп жауап бересіз? Мен вебинар өтсем да, вебинарда анандай вебинардың басында 4 пункт бар. Кім мені көруге болмайды деген. Жылдам ақша алғысы келетіндер мені көрмеңдер. Гарантированно алғысы келетіндер көрмеңдер, анау. Соны жазып болам да, 2 минуттан комментарий оқысам арасында резко ақша көтеріп алатын жолды айтшы деп жазатындар кездеседі да. Соны айтып алсам да. Енді оны мен қалай күресем? Менің ойымша анандай сияқты, жылдам ақшасымен, бірақ өз түсінетін адамдар келетін сияқты, айта берсең келетін сияқты. Мысалы, мен өзімді былай айтам да, мен қазір түрме қарасаң жасым негізі 25 сияқты. Жоқ, мен түрме қарасаң дейтін жасым кәдімгі өз жасыма сай ғой, бір 29 жастағы да, сондай жігітпін. Бірақ ішімнен өзімді чал сияқты сезінем кейде. Себебі мен үшін ең басты дүниелер мына Инстаграм, ТикТок, Телеграм бірдеңе. Олардың барлығы тек қана инструменттердің мына жаңағыдай оболочканың түрлері ғана да. Бірақ ал принциптер секде қашанда принцип болып қалады ғой. Мысалы, сол базовый принциптармен өмір сүрген жақсы көремін. Кейде үйдегі апам үйреткен, мамам үйреткен, көкем үйреткен базалық принциптер. Мысалы, уәдені орында. Өте оңай принцип та. Оңай, бірақ оған сол дүниені бақылап жүру кішкене қиын. Немесе менде мынандай принцип бар. Жылдам болатын дүниенің бәрі жаман. Білмеймін ол қандай принцип екен. Жылдам болатын дүние. Тамақты жылдам дейсің ба? Маңызды нәрсе асығыс болмайды деген. Бұйырған кетпейді, асықтан жетпейді, асықпаған арбамен қояналар деген көп қой енді. Бізде қазақ деген мақалды, енді көбіне қазақтың жаман мақалдары бар шығар, бірақ жақсы мақалы 90% ғой. Мақал деген не? Ол жылдар бойы белгілі бір халықтың
өмірден түйген тәжірибесінің жиынтығы ғой. Мысалы бір мақал дейтін жылдар бойы өліп қалмаса, демек ол сол жылдар бойы принциппен өміршең деген иә, өміршең. Асықпаған бұйырған жетпейді, асыққан кетпейді, асыққан шайтанның ісі деген сияқты да. Кез келген асығыс тамақ жейміз ба, денсаулығымыз қиын болады. Менде қазір соның жапасын шегіп жатырмын. Қатты қиын емес, бірақ семіріп кеткем. Сондай да, мысалы, біз марафон жүгірген жақсы ма, жылдам спринт жүгірген жақсы ма? Марафон жүгірсең әрине жақсырақ та. Немесе сол сияқты бір кітапты, анау тез оқы деген бар ғой, тез оқып алайық деген сияқты да, кітапты жылдам оқығым келмейді. Мен мына кітаптың дейтін бар кайфын алып, рахаттанып оқығым келеді да, мысалы. Сол кезде мен миыма да жақсы түйемін. Жылдам керек емес. Қайда асығамын мен? Ақшаны да жылдам тауып алайық емес, асықпай табу керек. Себебі ақша жылдам табуға тырыссақ, ол келуі мүмкін, келмеуі мүмкін. Оның келмеуін біз білмейміз ғой, Құдай біледі. Бірақ келсе де келмесе де жаман да. Келмесе біз дейтін анандай, ой, ақша келмей жатыр, мынау өтірік екен деп жамандап шығамыз. Келсе, біздің денеміз әлі, әдеттеріміз, ұстанымдарымыз ана көп ақшаға үйренбеген да бірден. Қайттан әдетте анандай қарызға кіретіндердің ең көбі табысы жылдам өскен адамдар қарызға көп кіреді ғой. Зарплата алып жүр 200 мың теңге, 500 мыңға рейс көтерілді, қарызға кіретін жол жақсы жол да. Себебі үйрене алмай қалады, басқара алмай қалады да. Сосын бір рет 500 мың тапса, все, алдағы уақыттың бәрінде 500 мың табамын деп ойлайды. Құдай біледі ғой, қайттан 200 мыңға түсіп қалуы мүмкін. Не басшыларға жақсы сылтау екен, айлығын көтермей жүрген себебім сен ойлап жүрмін. Сен дайын емессің деп. Осы жерде көтеру керек, просто асықпай да, кішкене жағдайға қарап. Не, мына бір мақалды тоқталып тақылап кетсек. Мен өзім еркеңмен үйленерінің алдында танысқам. Алматыда. Енді мынандай бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген. Осы мақал бар ғой, жаңа айттық, даналықтың жиынтығы. Бірақ осы нәрсеге, мысалы, мен өзім мысалы көріп жоқ сенбегенде бұл мен бір абсолют түсінік ретінде қабылдамаймын да. Өйткені белгілі бір принциптер ақша әкелетін болса, ол жалғызбасты адамға да әкелетін сияқты да. Немесе қалай, осыны бір айтып өтіңізші, жалпы сіздің өзіңіз үйленгеннен кейін, ана қызды болғаннан кейін өміріңіз қалай өзгерді? Жалпы осы мақалдың қаншалықты универсал күші бар? Мен, короче, бүйтіп кеше дейтін ана Бейбіт Әлібековті білесіздер ғой? Сол Бейбіт Әлібеков деген бір өзбек жігітпен үйін түсіріп жатыр да, видеоға, соны көріп отырмын. Сол айтады, вот елдің барлығы жаңа үйленгенде бәрі болады деп айтады. Мен оған сенем, үйленіңдер от души. Бірақ лично менде ажырасқаннан кейін табысым арта бастады дейді да. Өзбек жігіт па? Жоқ, Әлібеков айтады. Сол үшін енді универсальный ештеңе болмайды ғой, мен білмеймін. Бірақ жеке менде маған енді сенің жарыңа да байланысты шығар, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Жарың дейтін, мысалы, тапқан ақшаңды дейтін тапқаныңдай далаға шаша берсе, саған айтпай қарызға кіре берсе, анандайлар болады ғой. Мен де курсымды алатын кезде күйеуіме айтпай алайын деп жатырмын деген нелер, ондайлар жолатпау керек қой. Сол сияқты күйеуіне айтпай тығылып жасайтындар болса, немесе күйеуі әйеліне айтпай тығылып жасайтын болса, конечно, проблема көп болады. Бірақ жеке менде ол шүкір болған жоқ. Менің анандай шешімдерімнің көбісіне, мысалы, өзім шеше алатын шешім болса, оңай-ақ шеше берем. Бірақ шеше алмайтын жағдайлар болып жатса, мен әдетте үйдегілерінен сұраймын, үйдегі үлкендерінен сұраймын, мамам, көкем, апам бар, олар өздерінің тәжірибесімен айтады да. Мен әйелімнен сұраймын, себебі әйелім өзінің көзқарасы бар, өте ақылды қыз менің әйелім. Менің әйелім әлемдегі ең ақылды. Рилсқа кетеді ғой. Қайтына. Аймара Алматыда жігіттермен отырмын деп. Сондай өте ақылды қыз, бірақ сонымен қатар олар бізден жақсырақ танитын шығар кейде. Мысалы, мен өзімнің ішімде не қалап тұрғанымды білмеуім мүмкін. Ол мені көріп жүргеннен, менің мимикамды, эмоциямды түсініп жүргеннен мені жақсырақ білуі де мүмкін да. Сол кезде бір әдетте жақсы шешімдер болады. Мысалы, ең алғаш машина алатын кезде осы жартысын кредит қалдым да, мен жартысын төледім. Соның машина бірақ керек. Біз енді ол кезде қаланың шетінде тұрдық, онсыз қиын. Анау мен біраз жұмысымды да, уақытымды да үнемдейді, фокусымды да үнемдейді. Бірақ алуға қимай жүрмін ақша. Кредитқа кіргім келмей жүр. Әйелім айтады, 130 мың теңге айына төлеу керек сол кредит. Соны аламай ойланып жүрмін, бір кезде әйелім айтады, менің жасауымнан келген ақша бар дейді. Осындай, үйіңе жасауымнан сол ақшаны қосайын дейді. Содан кейін кредитқа ал, сенде машина болу керек дейді. Қайтарасың. Төлей алмай жатсаң, өзім жұмысқа шығамын дейді. Ох, әкең дедім да, барып алып алдым ана машинаны. Осындай енді. Сондай кейде үлкен шешімдерде поддержка беріп тұрады да. Мысалы, бір жаңа бір дүниені бастай алмай жатсам, былай айтады,
мынауың что-то болмайтын сияқты деп та, саған келмейді. бір істерді бастап жатсам, мынау саған өте жақсы келетін сияқты деген. Андай сөз бар ғой, бір өсек естіп жатса, кімдер айтып отыр, әйелдер ме, еркектер ме дейді да. Еркектер десе, қоя салын дейді да. Әйелдер деп жатса, онда болады ол дейді. Мынау мақалды тек отбасыға қатысты қолданбасаң, капиталистік тұрғыдан дұрыс сияқты да, өйткені бас екеу болмай мал төртеу болмас деген, енді өнімділік артады ғой бәрде. Екі адам бірге жұмыс істесе, мен балық жақсы аулаймын, ол мысалы қуырып сатады, тағы бір нәрсе істей алады да, ол қуыра алады деген сияқты. Сонда біздің тиімділігіміз екі есе артып кетеді ғой. Бәлкім бұл жерде отбасыны партнерлар деп есептесе, бұл заңды да сияқты былай. Сөйтіп сол сөз ше. Кеше ғана бір кітап оқыдым да, ой салар оқиғалар деген, біздің Ағабек Қонарбайұлы, КМДБ-ның несі ғой, баспасөз хатшысы. Сол кісі сол кітапта мынандай оқиға жазған. Енді былай айтқанда абсолютті бір шындықтар бар да. Мысалы, қыз туылса, жаңа береке келеді деген нәрсе бар. Оны біз көбінесе көзбен көре алмаймыз ғой. Бірақ оны артынан бар ойланған кезде ғана, мә, сол береке келіпті ғой деп біле аламыз да. Сол жерде Арман Бердалин деген айтыскер ақынның өміріне оқиға келтіреді. Ол кісінің әкесі бірнеше құрсақ көтерген анасы, көпшілік қайтыс болған, 5 қыз бар, одан кейін 8 адам қайтыс болып кеткен ғой айтқанда ше, отбасында. 5 қыз, соңында бір бала ғана қалған, Арман Бердалиннің өзі да. Енді сонау КСР-ның кезіндегі уақытта сол ауылда бір күні бір отбасыда жаңағы анасы қайтыс болды, 5 қыз жетім қалып қойды дейді. Сөйтіп жүрген уақытта артынан әкесі де қайтыс болды дейді. Сонымен ауылда анда мәслихат болды, 5 қыз не істейміз енді дейді. Сонымен барлық шешті, енді әр туысқанына бір-біреуден берейік деп айтты дейді. Арасынан бір шолақ белсенділер жоқ, бұлардың бәрін жаңағы бірге балалар үйіне өткізіп тастайық деді дейді. Сөйтіп жүрген уақытта жаңағы Арман Бердалин әкесі барады да, жоқ, мен бұл 5 қыздың бәрін өзім аламын дейді, өзім асырайын дейді. Сонымен айтады, ақсақал дейді, сіз өзіңіздің балаңызды асырап алсаңыз алдымен дейді, қазір жағдай оңай емес, қиын. Сіз өзіңіз тағы 5 баланы қосып ертең тентіреп кетпеңіз дейді. Жоқ, мен асыраймын, жаңағы әр баланың ризығы бар, оны мен емес, Құдай тағала асырайтын дейді. Мен тек қана өзіме осыларды басын бөлмей, бір-бірін жатпа құрып кетпесін дейді. Бірақ онда біз оны жоғары акиматқа жеткізейік, короче, солар шешеді дейді. Олар келеді, қайта-қайта бұны бас тартқызуға тырысады да. Ақсақал, қиын болады, қайта бізге біреуін ақ берейік дейді. Сонда бұл кісі ашуланады, айналайын, сендер малды бөліп алсыңдар ма дейді. Бұл адам ғой дейді. Олар бір-бірінен бөлек өмір сүрмеу керек, олар бірге өмір сүру керек дейді. Бір-бірінен ертең жатпа құрып кетпеу керек дейді. Ақыр соңында көндіреді барлығын. Көршілері, айналасында халық ертең мазақ қылады, ертең жаңа ұн сұрап, тереземізді тақылдап жүрмеңдер дейді ше. Бұл кісі сендерден сұрамаймын дейді. Сонымен 5 қызды алып келеді. Алып келгеннен кейін сол кезде біздің үй түгіл ауылға береке кірді дейді. Алып келгеннен кейін арада бір айдың ішінде ма көрші ауылдан бір 2 ағайын кісілер келді да, ауылдан жаңағы диірмен салды дейді. Диірмен салып жаңағы бидайдан ұн жасайтын диірмен дегені келді ма? Сөйтіп келіп ол кісі біздің оқиғаны естіпті, мен әкеме келді да, жаңағы ақсақал, біз енді бұны парыз көрмейміз, сізді бұны қарыз деп көрмеңіз, бірақ біз де осы сауапқа ортақ болғымыз келеді. Біз сізге ай сайын осыншама ұн әкеліп тұрамыз дейді, және үйіңіздің бір бөлмесін толықтай жаңағы бидаймен ұнға толтырып тастайды да. Сөйтіп бағанағы есік тықылдап жүрмеңдер деген кісілер өздерге бізден ұн сұрайтын болды дейді ше. Кейін олар жаңағы диірменнің қасынан ұн шығарып отқан екен, наубайхана неге салмасқа деп наубайхана салды да, нан пісіре бастады дейді. Сөйтіп бізге келіп тағы айтты, біз қай уақытта келіп нан сұрасыңдар болады дейді. Және ешқашан мұны қарыз деп көрмеңдер, біз оны тек қана сауабын үміттерін қана беріп жатырмыз дейді. Сөйтіп берді, біздің тамақпен қамтамасыз етіп тұрды, біздің өмірімізге де ауылға да береке кірді дейді. Кейін белгілі бір жағдаймен біз жаңағы басқа ауылға көштік. Көшкеннен кейін бір айдан кейін диірмен жабылып қалды дейді. 5 қыздың несібесі ретінде Құдай тағала бағана диірменді де, оның наубайханасын әкелді, бір айдан кейін жауып қалды дейді негізінде. Қарап отырсаң абсолютті шындық, бірақ біз оны болып біткеннен кейін ғана көре аламыз да, кейбір нәрселерін. Практикалық не арқылы, нәтижелер арқылы. Қызық, маған ерекше әсер етті сол нәрсе ше. Ол адамның ниетіне де байланысты шығар. Обычно жақсы адамдарға жақсы дүниелер көп болады ғой. Жаман адам болсаң, жаман адам болғанандай тиімді емес қой негізі. Жақсы адам болсаң, жақсы дүние көп болады ғой. Мысалы, Ерекек, сіз қай жылдан бастап осы трейдинг, акция, облигация сатып алу жалпы осы салада? Ең алғашқы акциямды 2018-де алғам. Қай компанияның акциясы? Apple деген. Әлі бар ма осы деп? Apple ортасында саттым мен. Оны бір дүниені бастағаннан кейін өмір бақи қолға алып кеткен кішкене андай соқпақсыз жолдармен келеді ғой. Саттым, қайттан алдым, ортасында трейдингмен айналыстым, қайтадан ұзақ уақыт қалдым, үйттім. Бірақ қазір Apple-ның акциясы бар. Шүкір. Сіз 2008-де бір қанша X өсті ол? Қанша X өсті ол? Сол кезде, қазір білмеймін, сол кезде бағасы бір $60 ма еді, сондай еді ғой. 90 ма еді, есімде жоқ ол. Қазір? Одан кейін сплит деген акциялардың бөлінеді ғой. Қазір бағасы $230.
төрт есе 230 болса ол еще бөлінгені ғой. 4 есе өскен. жоқ, ол жақсы өседі. Мен қазір ұстап жүрген акцияларым, мысалы Apple'дың қазір ұстап жүрген акцияларымды 2021-де алдым ба екен, сол кезде алдым. Ол кезде бірақ бағасы 130 шамасында еді, содан кейін қатты көтерілді да 22-де қатты құлады ғой. Қатты құлады, қазір қайттан көтеріліп, қазір жақсы болып жатырмыз. сіз өзіңізді жалпы кім ретінде сезінесіз? Біз білеміз, трейдинг ол қысқа мерзімді инвестиция жасаушы, немесе инвестор ұзақ мерзімді инвестор. Сіз табиғатыңыз бойынша қайсы жақын сізге? Мен трейдингмен айналыстым, одан табыс жасауға, біреулер болады ғой, трейдингмен табыс жасауға болмайды деген. Болады табыс жасауға, бірақ өте уақыт көп кетеді, энергия уақыт қана емес, ол анандай өзіңді басқаруың керек та кәдімгідей. Мысалы мен енді математиканың адамы болғандықтан мен кішкене маған оңайырақ та. Сонда да қатты оңай емес. Кішкене эмоциямды тығып қойып, мысалы қойдым болды деп. Бірақ жейді ол. Эмоционально жейді, себебі ақшаның көз алдында құлап бара жатқанын көрген қиын ғой. 2023-те сол табатын ақшасын менің кетіп жатқан эмоциям бір-біріне сәйкес келмейді да, мені қартайтып жатыр. Соны шешім қабылдадым. Все, болды, трейдингмен айналыспаймын деп. Тек қана ұзақ уақытта қазір. Анандай ұзақ уақыттың инвестор деген еще анандай алып алып 2 жылдан кейін сатам деген емес, аламда ешқашан сатпаймын. Онда былай да ойлауға болады ғой. Мысалы, мен өзім ұстаным мынандай да, ол акция деген ақшаны сақтаудың ең күшті жолы деп. Иә, менікі де тура сол. Оны сақтайсың. Бізде көбі акцияны бағанағыдай табыс көзі ретінде көреді де, алдың саттың деген сияқты көретін сияқты ең новичоктар. Сөйтеді, басын енді сол культ қой, анандай ғой, жаңағы сияқты ғой, ертең ақша табасың. Бүгін оқы, ертең ақша табасың деген әңгімеден шығады ғой. Бірақ мен негізі былай статистикаға қарасақ, S&P 500 деген бар да, Америкада ең үлкен 500 компания. Соларға қарасақ, 10 жылдың отрезімен. Мен 10 жылмен қараған жақсы көремін, себебі алам ешқашан сатпаймын деген, енді ешқашан 10 жылдан кейін алам деген сияқты ғой. Сатсам минимум 10 жыл ұстаймын деген сөз ғой, енді кез келген. И былай S&P 500-дің 1900 айталық бір 70 жылдан бері немесе 50 жылдан бері тарихын қараймыз да, ортасында кез келген 10 жыл кесінді, ойға келген кез келген 10 жыл кесіндіні қараса, жақсы көтерілген. Міндетті түрде өсіп тұрады. Міндетті түрде өседі. Өспеген ситуация болған емес. Мына 10 жыл деген отрез болады ғой. Осыны мына сызықтың бойында былай да жылжыта берсек, ол өскен. Одан не көруге болады? Соңғы 100 жыл немесе соңғы 70 жылдың тарихына қарайтын болсақ, рискі 0, пайдасы жақсы инвестиция S&P 500. Әрине, тарихта осындай өмір бақи болды екен деп, өмір бақи бізде бола береді дегенді дүние емес, себебі 70 жыл Совет одағында өмір сүрді, сосын құлап қалды ғой. Бірақ Совет одағының құлайтын рискі да бізге өте төмен болды ғой. Бірақ кейде болып тұрады да ондай ситуациялар. Бірақ бізде тарихты қарайтын болсақ, рискі ең аз инструмент. Яғни ақшаны жинайтын болсақ, лучше рискі ең аз инструментке жинаған дұрыс емес пе? Пайдасы ең көп, рискі ең аз. Сосын алып сатуға мынандай қызық бар ғой, Vanguard деген фонд бар ғой. Иә, Vanguard. Соны Джон Богл деген негізін қалаушы бар. Соны «Не верьте цифрам» деген кітап бар, сол жерде анализ жасайды, мысалдармен көрсетеді. Сол кезде ең көп движение болатын портфельдер, ең көп минусқа кіретін портфельдер. Яғни алып сату операциялар көп. Мысалы, қаншалықты жиі болса, риск соншалықты көп болады дейді. Иә, риск көп, себебі біз адамдар жиі қателесеміз ғой. Мысалы, жаңағыдай трейдингте табыс бар деген, ол күшті табыс бар дегенді білдірмейді ғой. Мысалы, күнделікті айналысатын трейдердің табысымен алып 5 жылда бір рет сататын инвестордың табысы бірдей болуы мүмкін. Тіпті инвестордікі көбірек де болуы мүмкін да. Просто сен ақшаңды күнделікті қолданбайсың. Бізде мынау Сырымбек аға болды ғой, Сырымбек Тау кәсіпкер, сол айтады да. Бізде көбі кәсіпті андай движение деп ойлайды дейді. Иә. Қозғалыс болып жатса, мен бір нәрсе жасап жатырмын деп ойлайды. Мақсат қой негізі. Мынанша тапқым келеді, мынанша жаратамын, мынанша жұмсаймын деген нәрсе ғой негізі бастысы. Сол кезде көбі әйтеуір бір движение болып жатса болды да. Ақша түсіп жатса, қозғалып жатса, бірақ бағанағыдай бір отрезкті қарасаң. Бізде қазақта мақал көп қой. Сабыр түбі сары алтын дейді. Яғни сары алтынға жету үшін ең бастысы сабырлы болу керек. Или алтын алып қою керек десің. Алтын алып қою керек. Движение қазақ айтпайды ғой.
суета түбі сары алтын андай жоқ қой иә, сабыр түбі сары алтын. Бірақ акцияға қатысты өзіме андай кішкене бір ұнамайтын бір момент бар да, ол не, мысалы қазір ана осы маркеттердің саясилануы. Мысалы Ресейде болды, өздерінің акцияларын қазір операция жасай алмайды деген сияқты. Мысалы өткенде бір кәсіпкер бар ресейлік, Nvidia'да үлкен акциясы бар да, ана өсімінен енді сатайын десе сата алмай тұрмын дейді. Бір жағынан өскеніне қуанып тұр, менің акциям дейді. Бірақ мен қазір оны шеше алмаймын. Бір жағынан менің ақшам, бір жағынан менің ақшам емес дейді. Сол сияқты андай бәрібір мысалы алтын алып қойса, ол өзінде тұрады да. Ана деген сияқты қаншалықты саяси. Ну, саясаттан құтыла алмайсың ғой. Мысалы, ертең алтын алсаң да сатамай қалуың мүмкін ғой. Ертең мысалы бір саясаткер тұрады да, біз бүгіннен бастап алтынды қабылдамайтын болдық. Тек қана биткоин қабылдаймыз. Біз Сальвадормыз деп айтса мысалы да. Болуы мүмкін ғой. Енді саясат әрдайым риск және мүмкіндік. Ол болып тұрады. Сондықтан ақшаны бір жерге салған менің ойымша дұрыс емес. Ақшаны желательно барлық жерге салу керек. Мүмкіндігінше, иә. В одной корзине деген сияқты ғой. Иә, мен жеке пікірім сондай да. Мысалы, алтын бар, алтын алып қою керек. Күміс, қазір күміс те алуға болады ғой, күміс алып қою керек. Қымбат сағаттар, мүмкіндік жеткенше, мысалы жаңағыдай Rolex Datejust дегенде, мысалы Datejust'тары бағасы жақсы көтерілді да. Ол инвестициялық сағат құрал ретінде қолдануға болады ма ол сағатта, әлде инвестиция ретінде де қолдануға болатын шығар. Просто мынандай инструменттер болады, мысалы қазір Rolex-қа келеміз да, квартира алады, билдинг алады, әртүрлі да. Мысалы жаңа қымбат сағатқа келсек, егер де ана жаңағыдай Datejust'тардың жақсы версияларын алса, уақыт өте келе оның бағасы қатты арзандамайды, қымбаттамайды. Қымбаттауы да мүмкін да, қатты емес, доллармен бір мүмкін жылына 5% сондай шығар, орташа алғанда. Ол жақсы ғой. Қараймыз, бізде екі түрлі вариант бар. Ана 4 миллион теңгені ішіп жеуімізге болады, далаға шашуымызға болады, немесе сағат алуымызға болады. Сағат алсақ, ол алтын алған сияқты да, біз оны ертең Инстаграмда байырлар арқылы бағасын түсіріп болса да, чуть-чуть болса да сата аламыз. Демек ақшамыз біздің далаға кеткен жоқ та, ақшамыз мен үйімде тұр, просто сағат күйінде тұр. Енді біз ақша деген анандай ғой, су сияқты ғой, газ күйінде болады, қатты күйінде болады және су күйінде болады. Сол үшін біз оны ликвидность деп атаймыз ғой. Ликвидность деген ақшаның бір күйден екінші күйге былай құйылуы да, бір құбылмауы. Иә, бір құмырадан екінші құмыраға қаншалықты жылдам құйылады, соған қарай біз liquid деген сөз. Ағылшынша liquid қой енді, сұйық. Біз кез келген дүниенің сұйықтығын есептей аламыз. Мысалы, мына дүниенің қаншалықты жылдам капиталдың басқа формасына, яғни ақша формасына ауыса алу қабілеті, оның ликвидності да, мысалы. Ақшаныкі, доллардікі ең оңай. Мысалы, долларды кез келген капиталдың формасына ең оңай ауыстырамыз, ең ликвидный да. Алтын, доллар сияқты кішкене қиынырақ, бірақ тоже ликвидный. Акция тоже бір күнде сатып аламыз да, ликвидный. Бірақ сағат мысалы ондай ликвидный емес. Кішкене ұзағырақ уақытпен басқа формаға ауыстыра аламыз. Квартира одан да ұзағырақ уақытта да, машина одан да ұзағырақ. Яғни бұлардың барлығы капиталдың формасы, барлығы да ақша ғой негізі, барлығы да ақша. Просто әртүрлі формада ұстаймыз. Сондықтан жаңа қымбат сағат ол енді кез келген дүние инвестиция ғой, кез келген дүние инвестиция. Ол инвестицияның бір формасы, менің капиталымның бір формасы. Мен сағат түрінде ұстай аламын, мен машина түрінде ұстай аламын. Машина түрінде ұстасам, оның өзінің қасиеттері бар. Оның бағасы арзандайды. Ол маған қосымша шығынды талап етеді, бірақ сонымен қатар ол менің ақшамды далаға шашып жібермейді. Мен оны да сата аламын кейін, бірақ арзаныраққа сатамын. Квартирада ұстасам сол сияқты арзаныраққа сатамын, мен енді доллармен, теңгемен қымбатыраққа сатамын. Оны мысалы оған енді сдавать ету оның дейтін практикалық қолданысы да, әртүрлі қасиеттер бар ғой формасы. Аристотель айтады ғой, дүниенің дейтін әртүрлі жаңағыдай бір дүниенің екінші дүниеден айырмашылығын көру үшін оның дейтін substance деген болады, қандай substance бар екен және формасы бар екенін көру керек. Сол сияқты енді формалар. Яғни ақшаны желательно әртүрлі капиталдың әртүрлі формасында ұстасақ, сол кезде әрқайсының әртүрлі қасиеті саяси экономикалық әртүрлі жағдайға байланысты бізге әртүрлі табыс беруі мүмкін да. Бағанағыдай S&P 500 сияқты өзіңше бір нәрсе жасап аласың, корзина сияқты өзіңе. S&P 500 ол бір корзина, ана іште алтын бөлек корзина формасы. И вот менің принципім сондай. Біз оны asset allocation деп атайды. Мысалы, активтарымызды әртүрлі жерге қоямыз. Бұл негізі кітаптардан алған ой ма, жоқ тәжірибеден түсінгеніңіз ба? Просто көп кітапта осын жазады. Не держите все яйца в одной корзине деп айтады да.
ол енді өмірдегі универсальный принциптардың бірі ғой. Кез келген дүниені, мысалы өміріңді бір адамға сеніп қойсаң тоже қиын. Бірақ шын ғой, енді өміріңде сен бақытың дейтін бір адамға ғана тәуелді емес, бірнеше адамға тәуелді болса жақсы ғой. Сол сияқты да. Себебі мысалы досың басқа біреумен дос болып кетуі мүмкін әртүрлі. Сол сияқты. Сондықтан ол енді универсальный принцип қой. Бірақ жаңағы капиталдың формасы деген ол кішкене бірден түсіне кету қиын шығар деп ойлаймын. Себебі мысалы енді әрине теорияда бәрі жақсы ғой, ақша машке салғаш. Бірақ практикаға келген кезде мысалы жаңағындай мысалы сақинаны капиталдың жаман формасы ретінде, мысалы бір кез келген дүниені көрген кезде мынау капитал анандай болады ғой, футболистерде FIFA-да шығып тұрады ғой, дриблинг осындай, мынандай. И кез келген дүниеге қараған кезде анандай менде қазір әдет бар да, кез келген дүниеге қарасам ликвидность мынанша балл, оның дейтін инвестициялық қасиеті мынанша балл, практикалық қолданысы мынанша балл деген сияқты. Сондайды көре беру, наверное, ол кішкене күнделікті әдеттен келетін шығар деп ойлаймын. Окей. Мен байқағаным, енді сіздің құпияңызды қарасақ, бәрі қарапайым да, андай. Құпия жоқ. Иә, бәрі қарапайым, бірақ неге адамдар оны істемейді деп ойлайсыз? Мысалы, бар ғой, мысалы бағанағы ликвидностьті қарау, рискті ескеру, өте қарапайым нәрселер. Мынаны күнде істей беру, ақшаны 10%-ін істей беру, долларға сақтап қою, былай. Адамдар неге осындай қарапайым нәрселерді қабылдамайды деп ойлайсыз? Былайша қаншама шәкірттермен жұмыс істегеннен кейін келген ой. Үлкен нәтижелер тек қана қарапайым істер арқылы болатын қабылдау қиын ғой. Ол үшін біз мысалы бизнес ашатын, бизнес ән ашам деп жүргендер, мысалы не дейді? Бір идея керек. Күшті, ешкімде жоқ. Күшті идея керек. Сол идея дейтін мені байлыққа жеткізеді деп ойлайды да. Бірақ шындығына келген кезде бәрібір ғой қандай идея болса да. Мысалы, анау американецтердің мынандай түсінік бар ғой. Идея деген бар, execution деген бар да. Ол execution іске асыру. Қаншалықты мықты деңгейде іске асыра аласың да. Ол идеямен дәл қатар маңызды ғой, қаншалықты мықты деңгейде іске асыра алатын да. Бірақ соған қатты көп назар аудармай қалады да. Әлі істегісі келмей ме екен? Ол анандай сияқты менің ойымша, универсальный шешіміз деген жақсы көреміз ғой. Мысалы ауырып тұрамыз да, бір дәрі болса ғой, который бәрін емдейтін деген сияқты да. Мысалы волшебная палочка ғой. Иә, волшебная палочка. Соны күтеді ғой. Сондайды күтеді деп ойлаймын. Мысалы әрбіріміздің өмірімізде болған шығар. Мысалы мен бір күні миллионер боламын деген. Болды ма? Миллионер боламын дегенде біз обычно қалай елестетеміз? Мен осылай жүрем. Бір уақытта жерден тауып аламын деген. Бір уақытта күшті бірдеңе істеймін. Білмеймін не істеймін. Бац, бәрі болады да, миллионер болып кетемін. Түрмеге отырамын да, түрмеден шығып TikTokқа кіремін. Сондай бірдеңе ғой, сондай бірдеңе болып кетеді да. Бірақ оның ешқашан болмайтынын қабылдау қиын ғой, себебі бағана үміт өлмейді ғой. Оның ешқашан болмайтынын қабылдау қиын ғой. Біздің кез келген адам, әлемдегі адамдардың 90% кедей болып өлеміз ғой. Енді Құдай сақтасын кедей болып өлген, бірақ 90% кедей болып өледі ғой. Қараймыз да, сол кедей болатын 90%-ның қатарында болатыныңды қабылдау қиын да. Болатынды қашан қабылдайсың, сол кезде қарапайым жерге түсіп, қарапайым істерді жасау оңайырақ болатын сияқты. Менің өмірімде ешқашан күшті момент болмайды. Кейде арман зиян дейсіз ғой. Иә, бос арман, мен ойымша іспен қамтылмаған арманның бәрі керек емес дүние деп ойлаймын. Біздің ертегілер бар ғой. Қарап отырсаң, бір кедей келе жатты да, ешқашан ол өз еңбегін байымайды да, просто бір үңгірден бір алтын тауып алады, или жерден бірдеңе тауып алады. Ана ешқашан өз еңбегімен бір ағаш егіп, соны жеміс сатып байымайды да ше. Ертөс туа салады да батыр болып кетеді. Сол анда ортада қиындық жоқ та оларда. Достар да сондай ғой. Андай тауасар, кім тағы бар еді ғой. Көл тауасар бір нәрселер супер. Сосын мен жақында мынандай естідім, Алдар Көсе деген ол Совет одағының ойдан шығарылған персонаж дегенді. Мысалы Алдар Көсе деген біздің ешқашан фольклорда болмаған дейді. Ол Қожа Насырдың, былай қарасақ Алдар Көсе мен Қожа Насырды ешкім байланыстырмайды, бірақ біздің мына миымызда дейтін өте ұқсас қой екеуі да. Білмеймін қайдан екен да, ешкім айтпайды Алдар Көсе Қожа Насыр деп, бірақ өте ұқсас болады. Оказывается, мен соны естідім, бір Қожа Насырдың прототипімен Алдар Көсе деген жасаған. Алдар Көсенің ертегісінде байлардың бәрі жаман, Алдар Көсе сондай керемет, біріне де алады да, біреудің ақшасын алады да, таратып жібереді, анау мынау деген сияқты. Робин Гуд. Сондай сияқты біздің ертегілерімізде ойдан шыққан дүниелер көп сияқты. Және біздің ертегілер былайша айтқанда байлықты жаман қылып көрсетеді ғой. Ол енді
мысалы бізде бір кісі болды, ол айтады, мынау арабтың ертегілері оны керісінше байлықты әспеттейді дейді да. Яғни бай болған жақсы, ол еңбекпен жетесің. Біздің кезіндегілер де байлықты жақсы көрсеткен сияқты ғой. Анау қалай, жиделі байсын жерінде, Қоңырат деген елінде бай бөрі деген бай болыпты, төрт түлігі сай болыпты деген бай болып. Бұрын жақсы ксро-ға дейін жақсы болған. Қобыланды батыр жүр ғой. Бай бөрі сияқты бай бөрі сияқты бай болу, төрт түлігің сай болу деген ол береке ғой негізі. Сол берекені негізі дәріптеген сияқты кезінде. Содан кейін жаман болып кеткен ау. Неде жалпы мысалы қазір енді жеке адамның капиталды жинау идеясын былай шет жағасын айттық қой. Жалпы осы ақша туралы ойланғанда мысалы қазір бір адамды көргенде былай ойыңызда сол адам өзінің қазіргі жағдайына қанша пайыз деген бір ойыңызда болды, жауапты деген бола ма? Мысалы 100% өз қолында ма, немесе 80-20, 50-50 ма, кейбір андай жағдаяттардың тоғысуы, немесе қалай бір өзіңіз қалай бағалайсыз? Жалпы 100% өз таңдауы деп қабылдайсыз ба? Қазір мысалы жаңа 90% кедей болып өтеді дедік қой. Ол сол 90%-дің жақын отырсаңыз таңдауы ма? дауыс естілмей қалды. Мынандай, кеше мен жолда келе жатырмын ғой. Сол кезде әртүрлі подкасттар жазып алғам. Сода мынандай бір подкаст болғанда, мүмкін подкаст қалай айтылатынын білмеймін. Жапониядағы автопромның қайдан пайда болғаны туралы. Сол кезде ана жерде барлық жапондықтарды қараймыз да, бүйтеді. Көбісінде барлық Тойотада, Mitsubishi деген қазір да, сосын Isuzu, әртүрлі Suzuki. Көбісі кезінде жер сілкінісі болады, цунами болады. Цунамиға дейін пайда болған. Одан кейін Хиросима, Нагасакидің ситуациясы бар, соған дейін пайда болған да, көбісі. Сол ситуацияларда заводтарының барлығын быт-шыты шығады. Жермен жексен болады. Мен кеше міне заводта жүрмін. Ертең уже завод жоқ. Жер сілкінді. Сондай болды да. Қараймыз, сол кезде жапондықтар, ой, мен жағдайым қиын еді, ондай өлетін болдық, үкімет бізге көмекте. Ондайды, ана ситуацияларда енді сондай кісілер шығар. Көбісі былай. Өмір сондай болды, бірақ өмір жалғаса береді, ісіміз жасай берейік дейді да. Яғни, мынандай принципті байқаймын да, өмірде қазір бар ресурстар бар, сол ресурстарға сай біздің мақсатымызға жететін жолды іздеу. Мысалы, қазір экономикалық ситуация бар, соны ескереміз. Бізге анандай жоқ, догмат емес, олар догмат емес сияқты бар ғой, білмеймін. Мысалы, мынандай өмірдің осындай ситуациясы бар. Бәрібір ешкім айтпайды олар. Мынандай болу керек еді, қолына лозунг ұстап алып, ақпарат ұстап алып, мынандай жасаңдар деп, ондай емес та. Қазір не бар? Соны ескерейік. Өмірде не бар? Мен қазір қандай қабілетім бар? Соны ескерейік. Менің жан-жағымда қандай ресурсым бар? Уақытым, ақшам, таныстарым басқа. Соны ескерейік та, жерде аяғымызбен нық тұрамыз да, соған сай жұмыс жасаймыз. Реалист болу. Реалист болу. Әдем дейді, әлем мынандай болу керек еді деп жұмыс жасамаймыз, соған сай жұмыс жасаймыз. Сол реалистік көзқараспен айтатын болсақ, менің ойымша кез келген адам 100% өзі ғана жауап береді деп ойлаймын. Себебі, біз айта аламыз, үкімет көмектеспеді, мынау көмектеспеді, анау бүйту керек, мен көп балалы анам, маған скидка беруім керек, басқа айта беруімізге болады, әртүрлі ғой. Немесе мен мысалы әкесіз өскенмін, мен әкем жоқ еді, басқа еді деп. Немесе басқаша өмір сүруге болады. Өмір сондай, бірақ өмірдің ондай екені менің мақсаттарымның немесе менің жетістігімнің жоқ болуына әкелмеу керек. Өмір қандай болса да мен өзім жетістігіме жетуім керек. Ол жетудің жолдары көп қой. Мысалы, біреулер айтады, тоқтама, алған бетіңнен тайма дейді. Мен онымен де келіспеймін. Кейде алған беттен таюға да болады, мысалы. Кейде тоқтап демалып алуға да болады. Жол көп қой. Бірақ бастысы реалист, айналадағы дүниені дұрыс бағалай білу керек сияқты. Өзіміздің қабілетімізді де. Анандай боламыз ғой біз кейде. Мен жаңағыдай, мен гениймін деп. Мен өзімді переоценил дейді ғой. Сол сияқты. Немесе өзің мықты болып тұрсаң да, самооценка да төмен болып кетуі мүмкін да. Мысалы, недооценил дейді ғой. Мен жаманмын деген сияқты. Сол бастысы дұрыс бағалай білу керек сияқты. Мен ойымша мынау шешуші нәрсе сияқты. Көп адам бізде бір қиялда жүр ғой, өзіне қатысты, әлемге қатысты. Реалист қабылдай білсе ше, мен осындаймын деп. Мынау жапондар деп жатсыз ғой. Жапондардың өзі сол мойындағаннан кейін өсті ғой.
екінші олар да самооценка ұрып тұрған ғой соғысқа дейін. Біз осындай империямыз неміз деп. Ұлы болу деген. Ұлы болу. Жапонмын деп жүрген. Біз жеңілдік деген нәрсені түсінген кезде қайтадан көтерілді да. Біз қазақтар соны көре алмаймыз ғой. Біз көре алмағанда өзіміздің кемшілігімізді көре алмаймыз ғой. Біреу тұрып қазақ мына жерің жаман десе, ойбай әлем төңкеріліп кетейін деп жатыр, қазағым қайдасың тұрыңдар деген әңгімені көп айтамыз ғой. Біз қазақ әлемдегі ең ұлы халық деген сөзді жақсы көреміз ғой. Біз негізі реалист болсақ өйтіп айтпай ақ қоюға да болады. Әр халық жақсы ғой. Әр халық жақсы ғой, әр халықтың өзінің ерекшелігі бар. Біздің исходный данныйларымыз бар, сонымен жұмыс жасай берсек те болады. Сол мысалы бағанағы кім жетістікке жетіп жатқан адамдардың бәрі сондай ғой, мойындағаннан кейін ғой. Кімнің кім еді? 26 жасында мен банкрот болдым, анау мынау кім? Брайан Трейси емес, Брайан Трейси, тағы біреу бар ғой, кім? Бодо Шефер. Мен 26 жасымда, әңгімелер ұқсайды ғой бір-біріне. Мен 26 жасымда осындай қарызға баттым, қалай болса солай жүрдім. Сосын бір уақытта мен мойындадым сондай батпақта екенімді. Сосын өзімді қолға алдым, сосын өстім деген сияқты бірдей историялар ғой. Сол кезде былай қарасақ, қазір бір жерде тапталып жүрген адамдар мойындамай жүр да, просто сен өсейін деп тұрсың, сен мойындай салшы, кетесің ары қарай да. Маған сол көзқарасын айт, содан кейін мен дейтін сіздің неде оқимын? Тредста жазатын дүниелерін айт. Мысалы, білмеймін, өте жақсы принцип сияқты. Мен өмірімді өзгерту үшін үлкен дүние жасау керек емес. Мысалы, турникқа барып бір рет тартыламын. Жетеді, пока что жетеді. Сондай сияқты, білмеймін, ол жаңа кайдзен дей ма оны, мен кайдзенді оқымаған екенмін. Сондай, бірақ сол сияқты да кайдзен. Сосын мысалы шведтерде бар ғой, лагом деген принцип. Лагом деген жаңағындай ғой, артық емес, кем емес қой біздікімен. Жетеді. Алды болсаң көз тиеді, арты болсаң сөз тиеді. Жеткілікті жасай берейін. Тілекті айтамыз да, бірақ өзіміз істемейміз да. Мен сізден бір нені алдым, принципті. Енді ақша, подписчик екеуі бірдей нәрсе деп ойлаймын мен. Мысалы, подписчикте цифрлар, ақшада цифрлар. Бір энергия, бір ресурс олда. Сөйтіп, менде белгілі уақытта подписчиктер тұрды да, бүйтіп қозғалмай. Примерно ойлайсың ғой да, ақшаға да солай болуы мүмкін, қарым-қатынасың мысалы. Өзімен өзі келеді, бұйырғаны келеді. Мен ештеңе істемеймін деп, келеді дейсің да. Сосын сізден қарадым да, қанша бір күніге 3-4 па рилс шығарып, анау деген енді білмеймін. Ешқандай студия жоқ, мынандай рилстер ғой. Сосын ойладым да, мынау деген өте қарапайым нәрсе ғой дедім да. Оңай. Сосын мен енді рилс емес, менде жазу ғой. Мен бәрі де жаза аламын мен. Сосын алдымда сөйтіп менде пытырлата бастадым. Жазып ше. Күшті, оқимыз еще бәріміз. Ол және не ғой? Андай принцип қой. Сен бір айда 20 пост жазасың, бәрі атпайды. Бірақ біреу атқан кезде кәдімгідей саған жаңа подписчик алып келеді. Мен ойымша бұл жақсы принцип. Мен қазір подписчик деңгейінде жемісін көріп отырмын да. Яғни көп әрекет дөп әрекетке ұласатын сияқты да. Еще адам да өзгереді ғой. Мысалы, сіз де өзгересіз ғой. Мысалы, бірінші постпен 20-шы пост екеуі түрлі болады. Бірінші рилспен 20-шы рилс басқа болады. Комментарий оқисыз ғой. Комментарий оқисыз. Ел жұрт қалай, қайсысы өтеді екен, мына сөздің екеуінің орнын бүйтіп ауыстырсам қалай, мына сөздің жалғауын алып тастасам қалай деген сияқты сіз енді солай жасайсыз. Мен де солай жасаймын мысалы. Және жұрттың бәрі комментарий жазбайды ғой. Жекең жазады ғой. Мынау текстіңіз маған осындай әсер етті. Репосттарды көресің, проценттерін көресің. Сондай қарайсың. Мысалы, былай жазсаң мынандай репост, былай жазсаң мынандай репост. Мысалы, біз қазір енді айта аламыз ғой Инстаграмда, күлдіргі бірдеңе жасасаң просмотр көп болады, бірақ ол саған керек адамдарға керек да. Мысалы, көп подписчик болу үшін екі-ақ түрлі принцип керек да. Біріншісі пайдалы дүние болу керек, екіншісі ол көп адам көре алатындай болу керек та. Ал пайдалы және көп адам көре алатынды сен сөзсіз жасасаң, сөзбен жасасаң, сөйлеп жасауға болады, сөйлемей жасауға болады да. Сөйлемей жасасаң оқырман азырақ келеді, сөйлеп жасасаң көбірек келеді деген сияқты дүниелерді көреміз да. Өзгереміз ғой біз. Чуть-чуть бірдеңе істейміз, өзгереміз. Және мынау TikTokта енді біреу басқа бір пайдаланатын шығар мүмкін, эмоция деңгейіне пайдаланатын шығар. Мен үшін пайдасыз болуы мүмкін да оның сөзі. Байқасақ, кім танымал деп қарасақ, стримге тұрақты кіретін адам, TikTok тұрақты салатын адам, ол жерде де тұрақтылық та. Мен кіріп жүрмін қазір. Стримға кіріп. Мен тұрақтылықты енді қалыптастыру маған қиын да. Білмеймін, енді әркімге әртүрлі ғой. Мысалы, мен кішкене әдетті қалыптастыру мүмкін сондай ұстаным шығар қиын деген. Бірақ сондай қиын болады.
бірақ мен мына әдетті қалыптастыру үшін не істеймін? Кейбіреулер айтады ғой, күнде кішкентай жаса дейді. Жұмыс істемейді маған. Күнде кішкентай жаса деген маған жұмыс істемейді. Күнде үзбей жаса дейді. Жұмыс істемейді. Мен не істеймін? Белгілі бір уақыт, бір аптаның ішінде шамам жеткенше көп жасайын. Ол былайша айтқанда 7 күннің 1 күнін пытырлатып салып тастайсың, ары қарай бос болуы мүмкін ба әлде қалай? Жоқ. Мысалы, шамам жеткен көбірек күнде, сол мен стримға кіруді айтып жатырмын да, мысалы. 7 аптада шамам жеткенше көбірек күнде кірейін. Мысалы, былай болуы мүмкін да, мен келе жатырмын, үзіліп қалып, сосын үзіліп қалғаннан кейін қайттан басынан бастау керек па деп ойлауым мүмкін. Немесе бүйтіп ойлауым мүмкін. 7 күнде 2 күн кірдім, жаман емес. Келесі 7 күнде 3 күн кірейін. Ортасы үзілсін, қалай болса білмеймін. 3 күн кірейінші бастысы. Әйтеуір. Сол кезде бір айдың ішінде басында 5 рет кірейін. Сосын келесі айда 6 рет кірейін деген сияқты. Қалай ортасында болады білмеймін. Сол тәсіл маған көмектеседі. Кейбіреуге үзбей аз-аздан жаса. Кейбіреуге отыраса 2 минуттың ішінде жасап жіберу деген сияқты. Әр адам әртүрлі ғой. Бағана айттыңыз ғой, ақшаны корзина деп ше, әр жерде сақтау. Мынау біз енді әлеуметтік желіде де сол принцип керек сияқты. Сенде телеграмда болу керек, фейсбукта болу, барлық жерде де. Және маған өзім ұнап жүрген принцип, жаңадан өзгеріп жатырмыз ғой. Дәнді егіп кете берді. Егер бір күн өсетті, бірақ біздің қазіргі көпшілігіміздің менде де сондай болған. Мынандай ғой. Қазір мен бір идеальный бір дәнді дайындаймын деп, бір жерге егемді деп. Сосын ол бір күні жарылады десең, ол бір жағынан өте ұзақ және риск деген бір-ақ нәрсе ғой мынау. Мен ойымша ол мүмкін емес деп ойлаймын. Мен осылай ойымды өзгерттім да қазір. Байқасам, көп іс жүре бастады алға. Сонда кішкентай әрекетті көп жасау оңай ғой. Бір үлкен әрекетті бірден жасағаннан гөрі. Бір зерттеу бар ше, бір әдет күші деген кітапта жазылған, Мирас Кесебаевтың университеттің профессоры студенттеріне айтады да, 2 топқа бөледі, жартысын былай, жартысын былай айтты. Сендер күн сайын сурет түсіріп алып келесіңдер дейді да. Күн сайын сурет түсіріп алып келесіңдер, сендерге суретті көбірек түсірген сайын жоғары балл қоямын дейді да. Сол жақ айтады, сендер тек қана бір-ақ сурет алып келіңдер дейді да. Бірақ ол әдемі болып шықсын дейді да. Біреу ғана түсіріңдер, бірақ ең әдемі болып шықсын, соған балл қоямын дейді да. Кейін бір айдан кейін тексеріп қараса, күн сайын түсіретіндердің суреттері супер дейді да. Өйткені ол бір күн түсіретті, что-то көлеңкесі онша емес, выдержка онша емес, экспозиция онша емес, күн сайын қатесіне сабақ алады. Ең соңында бір айдан кейін уже тәжірибе жинайды ғой. Былай түсірген уақытта осы әдемі шығады екен деген сияқты. Ал анау бір рет түсірген кісілердің суреттері вообще бытшы дейді. Енді тәжірибе, сол тәжірибе деген біз идеально жасай алмаймыз ғой ешқашан. Мысалы, өмірі үй салып көрмеген адамға ол жүріп бір мен 30 жыл ойланайын да, әлемдегі ең әдемі үйді салам деген сияқты сала алмайды ғой, ол практика мүлде басқа. Былайша айтқанда бұны көп әрекетті мен былай түсінемін да, реальность деп жатырмыз ғой баны. Реальностьпен көбірек жанасу ғой ол. Салдың постты, сен егер пост салмай қазір бір идеальный пост ойланып жүрсең, сен реальностьпен жанасып жатқан жоқсың ғой, сен өз қиялында жүрсің ғой. Сондай. Қай жерде Рэй Далионың принципі деген кітабы бар. Сол жерде как раз осы реальностьпен жанасу туралы айтады да. Біз ойымызда біз дейтін керемет заттарды ойлана береміз ғой. Теория деген біздің логикамыз деген сондай ғой. Логикаға бәрі сай сияқты да, теориямен. Бірақ практикаға келген кезде, практикада әлемнен кері байланыс әрдайым болады ғой. Сол кері байланыс арқылы біз жаңағы ойымыздағы теорияға өзгерістер енгізуіміз керек қой. Өзгеріс енгізбесек теориямыз күшті болып қала береді да біздің ойымызша. Сол үшін қатты қолдаймын. Ана бір неде мен шортс көремін. Енді көбіне мен қолданатын ақпараттар көбіне ағылшынша да. Яғни шортста бір кішкентай момент бар, маған қатты әсер етіп қалыпты. Бүйтеді work, no results, but you are better дейді да. Результат болмады ма, бірақ сен жақсырақсың. Жұмыс істей бер дейді. Сосын дальше не істейсің? Work, no results, but you are even better. Сен одан да жақсысың дейді да. Сөйтіп істей бер, результат болмады ма, бәрібір. Сен уже жақсысың, уже результат бар да. Сен мықтырақсың. Вот соны мен тәжірибе деп ойлаймын. Кез келген дүниеде мысалы тәжірибелі болған күшті ғой. Тәжірибелі болу үшін тәжірибелер жасау керек қой, тәжірибелер жасау керек, 20 пост жазған адам тәжірибелірек қой. Бір пост жазып көрмеген адамнан. Сондай принцип менде де, сол үшін түсіре беремін. Сізге жұмыс істеген ұнай ма, Ереке? Мен кішкентай кезімнен өте көп еститін сөзім, сен жалқаусың дейді.
сен жалқаусың деген сөзді өте көп естігемін. Неге қатысты айтатын сонда? Жата бергеннен ба? Иә, мен андай мысалы үйдегілер көшені сыпыр десе, мен қашып кетіп кітап оқып, сөйтіп тығылып кітап оқып, сондай жақсы көретінмін да. Короче, андай үйдің шаруасы енді істейтінбіз. Кішкентай бала ауылда тұрған соң құтыла алмайсың ғой сен одан. Су тасисың, боқ шығарасың, бәрін істейтінбіз. Бірақ мен оны андай мүмкіндігінше одан гөрі қашып кетіп кітап оқып, қашып кетіп телевизор көріп, сондай жақсы көретін. Жалқаусың дейтін. Қазір мен сол кезде ойлаймын да, мен сол кезде жалқау болмағам. Просто мен өзімнің істегім келген мағыналы деп түсінген ісімді жасасам көбірек жасайтын. Мен кішкентай кезімде яғни боқ шығару мағынасыз болып көрінді. Телевизор мағыналы болып көрінді. Потому что телевизордан көп зат үйренетім. Сериалдар көретінді көп зат үйренетім сериалдардан. Потому что бірде әңгімелер жазатымын да, сол сериалдарда, сюжеттардан. Сондайларда Жуман Ханзада ұқсап. Иә, сөйтіп ол кезде біз есейіп кеткен ғой Жуман Ханзада. Біз кішкентай кезімізде вообще андай қыз аргентинский сериалдар бар еді ғой. Сондай. Аргентинский сериал не үйренуге өткен, иә? Маған қызық болып отыр да. Мен кішкентай кезімде оны білмеймін ғой. Бірақ әңгіме жазған кезде ана іште мен ойлайтын, бітіп қалады да мен. Блин, мынау неге бітіп қалды деп ойлаймын да. Кішкентай кезімде ойлаймын. Мен өзім бірдеңе жазсам, өйстіп бітірейінші. Неге бітіп қалды деп ойланатындай бірдеңе бітірейінші деп ойлайтынмын сол кезде. Сон бірдеңелер жазатынмын сөйтіп. Қызық, иә? Бір пайдасыз деген нәрседен пайдалы қылып жіберуге болады да. Иә, енді кез келген анандай ғой, кез келген дүние сен көп қолдансаң у болады, өзінің порциясымен қолдансаң дәрі болады дейді ғой. Сол сияқты. Содан кейін вот жалқау деген сөзді көп естідім, бірақ қазір жалқау десе мен мойындамаймын. Мен жалқау емеспін. Мен мағыналы болған істі жақсы істей аламын деп ойлаймын. Энергиямды үнемдеймін деп қойды. Негізі жалқаулықтың өзінің анықтамасы да сол ғой. Сенің миыңның сен үшін мағынасы іске деген реакциясы дейді. Сондай ма? Иә. Онда жалқау адам жоқ қой. Просто мағыналы іс табу керек қой. Просто жалқаулық деген бір сылтау ретінде, ауру ретінде алады, таңып алады да, ол қызық қой, оны ұстай алмайсың. Excuse ғой, иә. Басқарамайтын нәрсе ғой, былай қарасаң. Мен басқарамаймын деп. Мен бұл неге сұрақ қойдым сізге? Өйткені бізде мынандай түсінік бар да. Мен былай ойлаймын да, мысалы сіз қазір ақша тауып жатсыз, белгілі бір пассив доход бар, белгілі бір подушка, белгілі бір еркіндік бар, бірақ сіз сонда да жұмыс істегіңіз келеді ғой. Мен бай болғым келеді ғой. Сол көбі бүйтіп ойлайды да. Бұл менің ойымша кедей сөйтіп бедное мышление деген түсінікті қолданатын болсақ, кедей адамның түпкі ойы андай ғой, демалу, жата салу, расслабиться ету да. Бай адам негізі мен көріп жүрген шын бай деп жүрген адамдар өмірде ағаларымыз бар. Олар жұмыс істеген жақсы көреді. Бірақ олар ақша үшін жұмыс істемейді да көп жағдайда. Жалпы жұмыс істеу бір өзіңіз айтқан құндылық беру оларға кайф та. Мен солай түсінемін да. Кедей адам ол құндылық беру оған кайф емес, ол жұмыс істесе тек ақша үшін жұмыс істейді. Және ол көп сүюі де мүмкін да. Бірақ түпкі ниеті мен тапсам бітті жатамын. Демалсам да. Құндылық бермей жатамын. Менде сол екеуі де кездеседі. Шыны керек. Мысалы мен қалай айтады? Мен ешқашан тоқтай алмаймын. Бірақ мысалы бір алдымда бір мақсат болмақ. Мақсаттар енді ұзақ уақыт, қысқа уақыт болады ғой. Қысқа уақытқа әрдайым мақсат қоямын. Осы аптаға, осы айға деген әрдайым мақсат қоямын да. Бірақ ойымда мынандай. Осы мақсатқа жетсем, деп демаламын. Әрдайым ойымда жүреді, соны армандап жүрмін. Бірақ ол уақытша демалыс болса нормально ғой. Иә, сол уақытша бір. До конца ешқашан демаламаймын ғой. Бірақ деп демаламын деп жүремін да. Бірақ мынандаймын. Мақсатқа жеткеннен кейін бір күн демалып аламын да, содан кейін басқа мақсатты қойып, биігірек мақсат, сондай тоқтай алмаймын біріншіден. Бірақ мысалы мен сен пассив кіріспен ғана өмір сүруге мүмкіндік бар ма десе, мен қазір енді шалқып өмір сүремін десем, ондай мүмкіндігім жоқ. Бірақ өзімді кішкене қысып, қазіргі барында емес, қысып өмір сүремін десем, шүкір болады. Бірақ біріншіден мен қысып өмір сүргім келмейді өзімде да. Көбірек жұмыс жасағым келеді. Екіншіден, өмір бақи демалып өткізудің мағынасы жоқ қой. Өмірде демалып өткізудің мағынасы жоқ қой. Мен мысалы өмірде айталық атақты болғым келеді. Кайф қой атақты болған. Білмеймін, мен үшін күшті да, атақты болғым келеді. Значит, күнделікті бір іс жасап, қосымша бір оқырман қосылса, сен атақтырақсың, күнде кайф алуға болады да, рахат. Мен бай болғым келеді соңында да. Значит, күнделікті бір теңге артық тауып жатсаң, сен байсың. Мен өте ақылды адам болғым келеді. Күнделікті бірдеңе үйреніп жатсаң, ақылдысың да. Мен өте бақытты болғым келеді.
күнделікті сол бақытқа бір қадам жақындап жатсаң, білмеймін ғой, может уже бақыт бақытты шығармыз да. сәттерің көбейсе. Бақыт сәттерің көбейсе уже кайф та. Яғни анандай қалай айтады, белгілі бір өмірде мынандай болған қаламаймын. Вот 2000 жыл мен 2100 жылдары Қазақстанның тарихында осындай болды, мынандай дүниелер болды, мына кісі бүйтті, мына кісі сөйтті, мына кісі осындай деп айтады да, арасында мен жоқ болсам маған кішкене андай обидно болатын еді. Ана жақта обидно дейсіз. Кішкене білмеймін, маған обидно болатын сияқты да, сондай да. Вообще уже 31 жастағы емес 91 жастағы ерке болғаннан обидно болды ғой. Иә, соған обидно болатын еді да, мысалы сен өмір сүрдің да, сенің барың не жоғың не, ешқандай өмірде там іссіз, әсерсіз осындай болған. Сондай болған кішкене қаламаған емес, кәдімгідей мағыналы өмір сүру керек дейсің. Иә, қаламаймын да, бір мағынасын айтып, ертең дейтін бір 4-5 адам жиналып алып, мына Еркебұлан дейтін, қазір мен 90-да болсам, Еркебұлан дейтін 30-ында биткен еді деп, сондай әңгіме күшті сияқты көрінеді маған. Сондайға жұмыс жасауға дайын. Естіп жатамын дейсіз ғой. Сіз қазір мысалы 400, Инстаграмда 467 мың, ең көп Инстаграмда, иә, подписчик. 463 мың, мен өшірдім жақында, 6 мың. Қаншадан бастап едіңіз? Туысқандар 200 неден, қай кезде қанша подписчик болды енді, айтайықшы? Бірден бастадым, нөлден бастадым. Нөлден, қай кезде нөл болды? Қай кезде аштыңыз Инстаграм? Мен 2020-да аштым. Бұл сонда 4... Мен туысқандарымның бөлек аккаунтым бар. 4 жылдағы нәтиже ғой, 460. 2020, 4 жыл болып тұр ғой. 460. Қанша рилс пост салдым деп ойлайсыз жалпы Инстаграмға? Примерно енді. 1615 па, сондай шығады. Жоқ, 4 жыл болғанда былай болды. Мен Инстаграмда жүргізуді бастағаным басқа, мен просто ашып қойдым да, оны жүргізбеймін, просто запас деп жүрдім ғой, керек болып қалар бір күн деп. Жүргізуді бастағаным 2021 жылдың қыркүйегінде. Тура 3 жыл болыпты ғой. Тура 3 жыл. 3 жыл болды, ровно 3 жыл болды. Мен примерно статистикасын білем, күніне қанша саладым. Күніне 1-8 сондай пост саламын. 1-8 пост. Күнде ғой, иә. Күнде. Мен өткенде осыны қарағанда, біздікі қызықта мысалы, бағанағы әңгіме ғой. Күніге бір постты салмай, бірақ 467 болса екен дейміз ғой, подписчик негізі. Білмеймін, мүмкін шығар енді, бірақ өте қиын ол. Даже болса да олар сен керек емессің ғой ешкім. Бірақ біздің күтетініміз де қате түсінік. Мен кезінде енді бізде Алишер Елікбаевты мен өзім номер 1 блогер деп санаймын Қазақстанда. Ол кісі жазумен, журналист болған ғой, интроверт, жазумен танылған кісі. Сөйтіп оны Алишер Елікбаев етіп тұрған не деп посттарын санадым бір жылы, былтырлар ма. Сөйтсем, орташа айына 24 пост салады екен. Енді күнде салады деген сөз ғой. Былай айтқанда былай. Саяхаттағы бір фотосы, бұрынғы архив болуы мүмкін, астында текст. Рекламасында сол жаққа салады. Сториздер қалай болса солай, ешқандай монтажсыз, жазусыз кетіп жатыр. Бірақ анау несін ұстап тұр да, планкасын әлі. Мысалы, мен де бір жазушы сол сияқты жазатын блогер болсам, мен 24 маған өте қиын. Мысалы үшін ше. Демек, заңды да Алишер Елікбаевтың номер 1 болуы әлі күнге дейін күнде істейді. Мен соған сенемін. Постқа келсек, мен мысалы менде мынандай жоспар бар. Енді әртүрлі жоспарлар қоямыз ғой. Мысалы қаржылық үлкен жоспар бар да, мысалы осынша ақша тапқым келеді деп. Айталық, айына осынша ақша тапқым келеді деп айталық та. Осынша ақша тапқым келсе, мен мына кітабымды осынша сатуым керек, бизнесімді осынша адам келу керек. Қазір бизнес ашып жатырмыз ғой. Сосын там кофейняларға, доляға кіріп жатырмын, ол жаққа осынша адам келу керек. Мен осынша курсымды сатуым керек, осынша реклама сатуым керек. Сондай әртүрлі жоспарлап қоямыз да. Мына кітап мынанша сатылу үшін бұл кітапқа мен осынша сторис, осынша рилс түсіруім керек. Мынанша болса, мынанша істеуім керек, мынанша болса, мынанша істеу керек. Общий мысалы там 30 рилс шығады. 30 рилс, осынша рилс шығады. Бірақ мен ойлаймын, тек қана сата бермей, сонымен қатар сатпайтын посттарда осындай жасауым керек, личность аштырмам керек. Сол кезде менде примерно минимум айына 60 деген шығады. Үлкен дүние ғой, жаңағы дедукция ғой, үлкен дүниені кішірейтіп жатырмыз да. Декомпозиция. И жаңағы маған сол метод, кейбіреулер да индуктивный методпен жұмыс жасайды да, мысалы кішкентайдан үлкенге жасайды. Менікі маған дедуктивный келеді да, сондай. Соған келеміз, и мен қараймын 30 рилс деген күніне 2 рилс. Күніне 2 рилс. Мен енді күніне 2 рилс күнде жасаймын деп айта алмаймын. Кейде 1 рилс жасаймын, кейде 3 рилс жасаймын, кейде 4 жасаймын. Кейде жасамайтын күн болмайды. Мысалы менде шүкір
рилс салмайтын күн деген мысалы осы биыл қанша 10 ай өтті ма, 10 айда мүмкін 3 күн рилс салған жоқ шығармын да, мысалы. Ондай күндер менде өте аз болады. Тіпті мысалы мен қазір кетіп бара жатырмын саяхатқа, Мальдивқа, и сол жерде мен ойлап жатырмын, все, демалғым келеді, рилс жасамай демалғым келеді деп. Бірақ сол саяхатта мен 10 күн болам ба, сол 10 күнге мен уже қазір 18 рилсты дайындап монтаждап қойып қойдым. Мен болмасам да сала берем деген. Сондай. Мальдивтен де салуға болады ғой? Мальдивтан енді демалып жүргенде ол кезде уже по настроению ғой, салып қоюға болады, там сторис саламыз, бірдеңе болады да. Бірақ а вдруг мен өзімді қараймын, а вдруг мен сол жерде көңіл күйім тек қана демалатын көңіл күй болады. Сол тек қана демалатын көңіл күйде мен жұмысым тоқтамай қойсын. Жүре берсін. Инстаграмның күшті жері сол ғой, сен сізде жүре береді. Сен алдын ала дайындап қойсаң. Сондай. Неде сіз мысалы өзіңіз былайша айтқанда өзіңіз дегенде салыстырмалы түрде өзіңіз көтеріліп жүрсіз ғой. Өзіңіз жұмыс істеп, өзіңіз нәтиже алып жүрсіз да. Жалпы мысалы ақша тек адам өзі табу керек деп ойлайсыз ба, немесе мысалы дәл сіз меже еткен капитал аспаннан түссе де, мұрамен келсе де окей ма? Жалпы өзіңіз андай болмайды, бір жақтырмай қалу мысалы. Жоқ, мен мұрамен келу дейтін күшті деп ойлаймын, керісінше. Себебі старт қой. Мысалы енді мен мынаған сенемін. Біз ДНК деген дүние болады ғой. ДНК деген ол мысалы мен балама әйелімнің 50%, менің 50%-ім келеді. Ал маған менің әкемнің 50%, шешемнің 50%. Получается, балама менің дейтін әке-шешемнен 25% бар да. Яғни белгілі бір өмірдің естеліктері. Өмірдің естеліктері ол шаштың жиі ағаруынан көрінуі мүмкін, білмеймін да. Өмірдің естеліктері көзінің қоңырлығынан көрінуі мүмкін. Қоңыр болып, біреуінікі көк болып кетеді. Яғни өмірдің естеліктері белгілі бір ол балаға белгілі бір старттық позиция ол туа сағанда бар да. Старттық позициясы туа сағанда бар. Біз уже табиғат соны береміз, табиғатпен соны береміз. Оны сондай бар. Одан бөлек қосымша старттық позиция біз береміз. Оның сен қазір мектепке барғанда осындай киімді киесің. Сен мектепке барғанда әріп танисың, әріп танымайсың. Сен осындай мінездерің болады, осындай әдеттерің болады. Ол старттық позицияны біз үйретеміз, дұрыс па? И вот сол старттық позицияны біз бере алатын болсақ, мүмкіндігінше ең жақсысын берген дұрыс емес пе? Ал ең жақсысы ол кедей болу емес қой, кедей болу жақсы емес қой ешқашан. Бай болу ғой ең жақсысы. Яғни старттық позиция, ең күшті тәрбие, ең күшті мәдениет, ең күшті білім, ең күшті материалдық мүмкіндік, ең күшті физикалық мүмкіндіктер да, ең әдемілік, сондай дүниені бере алсақ. Ол да күшті ғой. Яғни соны барынша күшті қылып берсек, мен ойымша керемет болады деп ойлаймын. Просто көбісі анандайға алданады, мысалы көп подкаст көреткен ғой. Кеше Минаевтан мынандай көріп отырмын да, кибер атакалардан қалай қорғанамыз деп. И вот қалай ойлайсыздар? Яндекстің статистикасы бар екен. Осындай кибер мошенниктарға ең жиі алданатын адамның картинасы қандай? Жасы нешеде, немен айналысады? Пенсионерлер шығар. Пенсионерсіз. Жастар ақшаға мұқтаж, бір 20 жасқа дейінгі бәлкім, 18-20. Менде любой адам сияқты. Вот ең жиі кездесетіні 30 жастағы стабильный жұмыс жасаған, оқу бітірген адамдар екен. Оказывается. Да? Сондай. Себебі біз енді өзімізге көп аламыз ғой. Но ол ғана емес. Ең жиі кездесетін мошенничество, ең басында пайда болған, әлі күнге дейін жұмыс жасайтын мошенничество, ол нигериялық хаттар деп аталады. Біреу хат жазады, немесе звондайды, саламатсыз, мен атым осындай, сіздің алыстағы бір туысыңыз Нигерияға көшіп, сол қайтыс болған наследство алып жатсыз. Сол наследствоны сізге беру үшін 2 теңге бересіз. Барлығымыз наследство алып байып кеткен жақсы көреміз ғой, бірақ ол наследство мен байлық тағы да басқа, ол дұрыс тәрбие, дұрыс әдеттер, дұрыс ұстанымдарсыз, біріншіден пайдасыз. Нигериялыққа ақша беретін адамға он не заслуживает сандай байлықты да, мысалы да. Оған кішкене тәрбие беру. Сондықтан балаға тек қана наследство емес, сонымен қатар тек қана жаңағыдай мұра емес, сонымен қатар соған дейтін дұрыс тәрбие, дұрыс ұстанымдар мен дұрыс әдеттерді жинап бәрін берсек, онда күшті жасауға болады да. Мысалы, мен баспалдақтың белгілі деңгейіне шықсам, балам дейтін одан да үлкен деңгейіне шықса, оның баласы одан да үлкен деңгейіне шықса, күшті емес пе? Сондықтан мен жақсы көремін ондай. Иә. Мен сондай бір қаржыға оқыпты бір ұлт бар ғой, әлемге танымал
соларды қарасақ 4-5 ұрпағы сол ата бабалардың байлығын ұқсатып көбейтіп жатыр да. Енді ол финансовый тәрбиеде берілген оған. Бізде бағанадай бар ғой, драма жасайтындар, әсіресе инфополе деп атсы ғой. Мен мынандайдан шыққан, жақсы сататын әдіс негізі. Мен осындай қиын жақтан осындай болдым, қазір осындай болдым дейді да. Соның бірақ қызығы көріп жатқан адамдарда бір комплекс пайда болады ша. Мен анау сияқты болған жоқпын, анау сияқты батпаққа түскен жоқпын. Енді мен не боламын деген сияқты ғой енді. Оларға айту керек қой, сен қайта жақсы дәрежеде тұрсың ғой деп. Мен инфобизнестағы адаммын ғой. Біз андай қалай айтады, лезвиян ұшымен жүреміз да. Лезвиян ұшымен жүреміз. Бізде себебі сабылатын көп қой, мысалы. Ақша көп болады да инфобизнесте. Ақша үшін кейде принциптардан секіріп кеткім келеді да. Мысалы, менен былай сұрайды. Сен прогревщик дегендер болады ғой. Қазір прогревщик дегендерге сенбейтін болдым. Но в целом мынандай көп сұрайтын кезінде. Кішкентай кезінде жоқшылық кездеріңді айтшы дейді. Мен ондай жоқ. Мен нормальный бала болғам, біздің ауыл. Енді жаңа анандай болады да. Аргентинский сериалдар көріп отырғанмын деген. Әкең жоқ, бірдеңе жоқ, сондайлар да. Мен айтамын, біздің ауылда дейтін, ол нормальный ситуация. Көп біздің кішкентай кезімізде көп қой ондайлар да, 90-шы жылдарда деген. Ол ел қатарлы. Біреудің киімін киген деп, біреудің киімін кимеген адам бар ма қазір да? Бәрі біреудің киімін киген ғой. Сондықтан ешкімнен кем емес, ешкімнен артық емес өмір сүрген. Бірақ бізде сондай культ, просто жақсы сатады ғой. Сондай. Сондықтан мен мысалы өзіме күнде сұрақ қоям. Осы мен инфо-цыган болып бара жатқан жоқпын ба деп. Енді сығандарға андай политкорректный болайық, сығандарға осы мен андай типа инфо алдамшылардың қатарына кіріп бара жатқан жоқ. И вот сол линиямен жүру өте қиын. Мен шүкір жүріп келе жатырмын деп ойлаймын. Сол енді секіріп кетпей былай, секіріп кетпей. Бірақ сол линияны ұстау үшін күнде сұрақ қою керек деп ойлаймын мысалы. Мен осы кетіп бара жатқан жоқпын ба деп. Қиын бірақ кетіп қалмау. Мен жеке өзімде андай болады. Бұрынғы көрген қиындықтарды айтқым келмейді. Еш жерде айтпаймын. Ұяласың ғой себебі. Жоқ, сол айтсаң тоже ана біріне оны қолданған сияқты боласың мысалы. Мен де ұяламын. Ашық айт деп айтады ғой. Егер мысалы былай жасауға болатын еді. Мен мысалы бұрын бүйткем, қазір табысым мынандай, қазір мынандай кітаптар жаздым десем, негізі жақсырақ сатуға болатын еді. Бірақ мен ешқайда айтпаймын. Айтқым келмейді да. Жаңағыдай былай да былай андай не сияқты. Ереке бір сыйлық әкепті бізге, құрметті көрермен. Қанша? 3 кітап па? Бұл так, не? мен біреу ғана алып келдім. Бірақ қаншау десеңіздер соншау беремін. Онда битик, қалай үздік пікірлер осы бүгінгі бағдарламадан, бүгінгі эфирден дейік түйген инсайттарды жазсын. Сосын арасынан енді бәлкім 3, бәлкім 5, бәлкім 10, бәлкім 100 деп ерке болып тұға берсең де. Бір 5-еу дейік. 5 үздік пікірге біздің кітап алып парақшаның атынан жазамыз, сіз ұттыңыз деп жазамыз. Жарияламаймыз, бірақ комментарийде жазамыз да, өзіне жауап ретінде. Мынау не? Бұл кітап емес, бірден айтайық. Мен кезінде кедей болғам, соқтықпалы соқпақсыз жерде туғам, өскем. Абайдың сөзін жақсы көремін ғой. Кедейліктен мені байлыққа алып келген жалғыз ғана инструмент болды, осы блокнот деп сататын. Сондай бар еді ғой. Бұл ондай емес. Бұл кез келген адамға қаржысын есептеуге көмектесетін мына жерде планер ғой, иә, планер ғой мында дейтін. Как раз жаңа актив, пассив, осы айтып жатырмыз, актив, пассив, қалай есептейміз, есептеудің жолдары, ананы. Бұны әлі еш жерде айтқан жоқпын, сіздерге бірінші рет айтып жатырмын. Ең аяғында, кстати, мына жерде QR-мен еще курсы бар. Тегін курс. Бұл мен негізі тегін емес, 15 мың тегін сататынбыз. Бірақ енді мына кітапты алып жатқандарға тегін болады ғой. Алғашқы 5 адам алады. Одан бөлек қолтаңбасы болады Ерекеңнің. Қазір кітаптарға қойдырып аламыз. Мен қолтаңба алатындай деңгейдегі адам емеспін. Бірақ керек десеңіздер қойып берейін. 467 мың енді білмеймін енді болды. Керек десеңіздер қойып берейін. Бұл осындай планер сіздерге көмектесер. Жазыңыздар. Кітап ал ұжымына мен просто полностью пікірлеріне сенемін. Сіздер қандай шешім қабылдарсыздар солай. Маған просто айтасыздар, мен осынша адамға бердік деп. Все, аласыздар. Жақсы. Ереке өте тұшымды болды, динамикалық әңгіме болды. Тіпті бізге ұзақ болған сияқты, салыстырмалы түрде. Анау не болады ғой? Жылдам оқысаң, негізі жылдам оқу деп жатсың, жылдам оқу кітабының авторы. Керісінше, жылдам оқысаң, жылдам түсінесің. Ол негізі жылдам оқудың мәні жылдам түсіну. Жылдам түсіну. Машинаны байқайсың, машина айдаған кезде жылдам жүрсеңіз, фокус жолда болады ғой.
ал жай айдасаң бүйтіп былай телефон қарап фокусың бірақ ол жерде жылдам оқысаң да кейін асықпай былай түйу керек шығар ойға дейтін, соны ойда ұстап жүріп ойланып жүріп. бұл жерде былай ғой 100% жылдам оқу деген жоқ. Өйткені мысалы бұрылыстарда сен жай дейсің ғой машинада. Дәл сол сияқты кітапта да бұрылыстар жай оқу. Ойланып алу керек, кітаптың қиындығына байланысты ғой. Детектив кітапты бүйтіп жай оқып отырсаң уже сен ойың жүгіріп барады, кім өлтірді екен деп ше. Менің ойымша жылдам оқу ол жылдам түсіну және фокустап оқу деген нәрсе аты сондай сияқты. Фокус ұстау шығар, потому что анандай болады ғой, кітап оқыған кезде енді анандай бүйтіп бір бетін оқисың да, не болып еді, қайтадан оқайыншы дейтін. Сол фокус керек шығар. Сол менің ойымша бүгін сіздің сөйлеу жылдамдығыңызға ілесуге тырыстық. Сол динамика задавать етті дейді ғой, сол сияқты сөйлеуге тырыстық. Менің ойымша негізгі ұстанымдар айтылған сияқты. Қаржылық еркіндікке жетудің, ақша тауып соны ұқсатудың енді өте көп нәрселер айтылды деп ойлаймын. Жақсы, Ереке, рахмет сізге. Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Вообще әңгіме қатты ұнады маған негізі андай. Ойда жүрген дүниелерді айтып жатырмыз. Босап қалдыңыз бар. Босап қалдым да. Сіздің кітаптан үйреніп алған қағидаларында біразын айттым ғой. Байқадыңыз ба? Рахмет. Қаржы қағидасын оқыдым ғой. Мен үйде 2 кітап бар, естіші. Ну, жалғаса бересіз. Екінші бөлім бастай берейік те қойсаңызшы. Жақсы. Все, давайте. Рахмет.